алла тағаладан сондай 3 жағдайда айтады, таршылық көрсеңдер осындай дұға етіңдер, алладан кешірім сұраңдар деп. Нан жоқ, нанға ақша, енді барып магазиннен аласың, қарызға аласың. Сол кезде бір туған әпкем қайтыс болады. Түнде ұйықтауға жатсам дейді, енді ұйықтауға жатам, қатты үстінен басат біреу дейді, ұйықта аламайым дейді, оянып тұрам дейді, енді ұйықтап қайттан басат, прям прыгает дейді, я не могу дышать дейді. Дұға ете алмайсың да, ішіңнен барлығы өртеніп жатады да, ішің ше. Барлығы алла тағала біліп тұр ғой кезде. Бірақ оның өзі дұға болып есептелінеді ғой, өйткені жүрек қайнап жатыр да нәрсемен. Я сейчас тебе что-то скажу, ты только не ругайся и не нервничай дейді. Бетіне қараймын, не болды десем, бүйтіп қолын көрсетеді, қолы дәу өсіп кеткен ғой, не болды десем, я вчера руку сломал дейді. Сосын айтады, ана көршіге әлі ешкім кірген жоқ, сендегі берекет соған барсыншы дейді. Ой, машалла. Айбай, ананы естігенде аби деп ананы құшақтап бүйтіп алған соң не дейді. Сол кезде көп аналардан хаттар келді, әйелдерден. Мысалы, күйеуім неше жылдан бері ішіп жатыр, балам 5 жыл 10 жыл болды, жаңағы сондай ойынға кіріп кетті, үйдегі сатпаған нәрсесі қалмады. Мысалға сен өзің кітап оқымайсың ба, бұрынғыдай жаса деп өзің біз ол қорыққанымыздан жасайтынбыз. Біздің тәрбиеде балалар қорықпайды десе. Қазіргі балалар бәрін алып береді дейді, бәрін алып береді, киініп алған бәрі күшті. Бірақ мамасы мен папасына мүлдем рахметі жоқ. И обида деген выше крыши просто. Сол обидамды айтуға келдім дейді. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Құрметті Майыстас каналының тұрақты көрермендері, қыз-келіншектер, аналарымыз. Бүгін Теңдессіз дұға подкастының 3-ші түсірілімі. Бүгін де өте ерекше, мен үшін қымбат қонақтар. Ең алдымен өзімді таныстырып өтейін. Есімім Ергешова Малика. Осы подкастың жүргізушісі әрі діни ұстаз боламын. Мен танып алған шығарсыздар, Енді қонақтармен таныссақ, оң жағымда Кәмшат Бекжігітова апайымыз, барлығыңыз білесіздер, сол жағымда Марзия Бекайдар. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Рахмет. Подкастты алдын ала айттым, кәдімгі өзіміз үйде отырғандай, камераны ұмытамыз. Барынша қыз-келіншектерге пайдалы болатын дүниемен алла разылығы үшін бөлістік бүгін иншалла. Бисмиллахи бастайық. Ең бірінші мен барлық қонақтардан сұрайтын сұрағым, дұға деген сіз үшін не? Мен үшін дұға деген, білмеймін, алла менен өзімнің арамдағы, мен түрлі неде қолданады екем, мәселен, кейде келісім шарт сияқты да болады да маған. Мысалға, алла тағала мынаны бүйтші, мен соны істеймін деп айтам, ол міндетті түрде сондай нәрсе жасалынады. Бірақ мен көп байқайтыным, адамдар біз жаңағы сол сұраған нәрсені ұмытып кетеміз да кейін берген кезде. Мен оны өте көп кездестірдім, мысалы маңайымдағы адамдардан. Сондықтан дұға деген мен үшін кез келген қажетімді алладан сұрау, жақсы нәрсе, біреуге дұға ету, тілеу. Енді дәл бір діни тілде айта алмаймын, бірақ өзім ішімде білем, ол нәрсе неке мені аллаға қатты жақын қылатын, кәдімгі өзіме қажет нәрсені, өзімнің жасағым келген дүниені маңайымдағы адамдар үшін барлығын сол алла мен адамның арасындағы бір қарым-қатынас сияқты да, ең тығыз қарым-қатынаста болатын бір сәт сияқты мен үшін. Қандай кезде көп дұға етесіз? Мысалы, дұғаны таршылықта да кеңшілікте дұға ету керек дейді ғой. Ол білесіз ба, бұрын мен мысалға өзімді бір танымай неғымай жүрген кезінде, мен айтайын, 2014 жылға дейін қарасам қазір қатты қиналған кезде көп сұрайды екенмін сол кездерде. Ал енді қазір бүгінгі таңда енді ол кез келген уақытта ғой, жүріп келе жатып та, отырып та, ол дұғасыз ешбір не жоқ. Тамақ ішіп бастағаннан бастап, көзді ашқаннан. Сондай нәрсе бүгінгі таңда. Машалла. Марзия, сіз үшін? Мен үшін де тура сондай. Аллахпен тілдесу, Аллахқа жақын болу, жүрегімде болып жатқан кез келген дүниемен бөлісу, Аллаға тапсыру, сол дұға мен үшін. Бірақ бір нәрсе сұрайсыздар ма, жоқ әлде жай ғана ішіңіздегі болып жатқан немен, эмоциямен, бір нәрсемен бөлісесіздер ме? Қуанатын, мысалға мынандай болады, бір нәрсені күтіп, бір нәрсе жасап жатқанда, ол сен күткеннен де керемет болып жатады да. Сол кезде де мысалы, сен неткен кереметсің дейсің, сен неткен, сенің есебің қандай жүрек еді, мен басқа нәрсені, мысалы мен тезірек былай болып кетсе екен деп жатқанда, ол маған артқа тартып шегеріп барып әкеледі да, бірақ одан да керемет болып келуі мүмкін да. Сонда айтасың, не деген Құдайдың несі, жаңағы сенің шеберлігің, сенің есепке жүрігің мысалға да, ол енді сондай сәттерде де білмеймін, бір алламен шын жақындасып кететін өзі. Сол бір сәттерде болады. Ал мысалға менің өзім
мынандай бір лайфхак бар да менде, кім Хасан әл-Басридің оқиғасы болған ғой. Хасан әл-Басри немесе сол кісінің алдына бір кісі келіп, бір 3 түрлі кісі келіп сұрайды. Енді оқиға өте ұзақ. Біреуі жұмысым жүрмей жатыр дейді, екінші бала сүйе алмай жатырмын дейді, үшінші егінім жүрмей жатыр дейді. Сонда үшеуіне де айтады, истихфар айт деп айтады. Құрандағы аятты келтіреді да. Алла Тағаладан сондай 3 жағдайда айтады, таршылық көрсеңдер, осындай дұға етіңдер, Алладан кешірім сұраңдар деп. Сонда біздің өмірімізде болып жатқан қиыншылықтардың көпшілігі негізі өзіміздің күнәмізден ғой. Қателіктерімізден, күнәларымыздан. Ал енді дұғаны біз сол Алла Тағаладан сұраудан алдын бірінші кешірім сұрауымыз керек екен да. Сосын мен дұға айтатын кезде үнемі истихфар айтамын. Аллахым, кешір мені, кешір. Жақсылап айтып аламын да. Правда, жүрегім тынышталып қалады, әйтеуір күнәларымнан кешірім сұрадым ғой деп. Сосын Аллахым маған нан берші деп сұраймын көбінесе. Ал сіздерде бір дұға бар ма? Салауат айтасыздар ма? Неден бастайсыздар дұғаны бастаған кезде? Мен өзім бір кітап оқыған кезде сол жерде үйретіп қойғанда, дұға оқитын алдында Аллахқа мадақ айту керек деп, сол правилаларды үйреніп алған басында. Аллахтың есімдерін айту керек, салават айту керек деп. Солай жасаймын. Және айтайын дегенім, адамдар екі неге крайностьқа кетеді екен да. Бірінші крайность, дұға тілеймін, любой ценой хочу получить свое деген сонда оймен да. Бәрібір ол менікі болу керек. Мен оны сұраймын, Аллах маған беру керек деп бір шартпен дұға тілейді. Тілейді дұғасын, Алладан сұрайды, бірақ шарт бар ішінде. Маған ол беру керек. Бермейді деген, ондай вариант мен қарастырмаймын деген сияқты. Сондай бір іште болады екен. Екінші крайность, менде бәрі бар, мен бақыттымын, не қыламын дұға тілеген сияқты. Екі крайность сондай болады екен. Бірінші крайность, Аллаға көп шарт қояды. Дұғасымен хочет Аллаға повлиять, да? Ондай болмайды негізі, да? И екінші крайность, өте үлкен тәкаппар жүректе. Менде бәрі бар, мен не қыламын дұға тілегенде, ол үтікті бәрі кеп жатыр, менде бәрі. Сонда мен түсінгенім, дұға деген ол бізді пенде ретінде ұстап тұрады екен. Мен Аллаға дұға тілеген кезде мен әрдайым біліп тұрады екен, мен пендемін, мен Аллахтың құлымын, мен әрдайымда Аллаға мұқтажбын. Сондай не жүректе қалыптастырады екен. Сондықтан дұға мен үшін ол үлкен бір тәрбие деп ойлаймын. Тәрбие? Тәрбиенің бір түрі дұға деген. Аллаға жақындау, Алла бана айтып жатсыз ғой, мен күнәларымнан кешірім сұраймын деп. Ол да тәрбие болып тұр ғой. Мен сонда өзімнің күнә жасайтынымды мойындап тұрмын. Сондықтан мен кешірім сұрап тұрмын. Міне тағы да бір тәрбие да ол жерде. Сондықтан дұға тілеу, мен ойымша, тек мен тілеймін, маған тілеген беру керек деген шартсыз, оған бір сондай біздің Аллахтың алдында өзіміздің құл ретімізде сақтап тұратын бір мұқтаждығымыз деп ойлаймын. Өйткені ад-дуа хуал ибада деп айтады да, Пайғамбар хадисінде. Дұға нағыз құлшылық деген екен. Мысалы, намаз нағыз құлшылық деп, мысалы, ораза құлшылық қой, бірақ дұға нағыз құлшылық екен. Өйткені дұғада адам өзінің бишара, құл, әлсіз екен сезінеді екен да. Сосын жаңағы элементарный бір нәрсенің өзінде адамның шамасы жетпей жатады ғой. Соны сұраған кезде элементарный нәрсенің өзі шамам жетпей жатыр. Аллахым, маған көмектесші, мен әбден қиналдым. Мен әбден зорығып шаршап қалдым, маған көмектесші деп сұрайды екен да адам. Сонда негізгі құлдың дұға етіп жатқандағы позициясы өзін әлсіз құл екендігін мойындау екен. Тәкаппар адам, менмен адам, ешкімді менсінбейтін, өзін өте жоғары ойлайтын адамдар көп дұға жасамайды екен негізінде. Қиын оларға дұға тілеу. Қиындыққа не қылады. Өйткені ішіндегі тәкаппар жібермей тұрады да. Ол андай ойлайды ғой, көп нәрсеге қолы жетті ғой өзін. Ол ойлайды ғой, мен өзім жеттім осы жетістікке деп. И оның ішінде сондай бір не қалыптастырады. Мен кез келген нәрсеге при желании могу добиться деген сияқты. И ол ойлайды, дұға не қыламын, мен барамын да істеймін. И өзінің іс-әрекетіне тәуелді болып тұр ғой сонда. Мен іс-әрекетім уповает на свои действия, да? Іс-әрекетім арқылы кез келген нәрсе қолым жеткіземін деген. Ол ондай емес. Ондай адам рано или поздно очень сильно обломается. Поэтому әр адам өзін дұға істеуге үйрету керек. Ал дұға жасаған кезде негізі көбінесе не сұрайсыздар? Шын айтайық па или Айша айта салайық па? Шын айтыңыздаршы. Негізі дұғаға қатысты өте бір қатты қазіргі таңда рахат қой, енді бүкіл ақпарат кеңінен, әрбір парақшада әйтеуір жақсы не айтып жатады. Осы сонау 2014-15-16 жылдары жоқ болатын бұның ешқайсысы, сол кезде менде мынандай бір қызық болды. Сұрақты негізі артынан жауап беремін. Менде мынандай бір қызық жағдай болды.
менің жағдайым өте нашар болды ше. Жаңағы емізулі баламен аналар мектепте ғой сөйтіп отырған кезімде нан жоқ, нанға ақша, енді барып магазиннен аласың, қарыз қаласың. Сол кезде бір туған әпкем қайтыс болады. Сөйтіп қайтыс болады да, соны мен тауып аламын бір несін, ежедневник блокноттың жаңағы. Соның ішінде ол кімге қарыз, кім оған қарыз жазылып кеткен. Сосын мен ананы аламдағы жаңағы Құдайдан сұраймын ғой, мынаны мен берейінші деймін да, мен жағдайым жоқ, түк жоқ. Құдай маған ақша берсін, мен осыны беремін деп сұраймыншы. Енді менде намаздан басқа ештеңке жоқ екен сол кезде. Сосын жаңағы енді ағаларым бар, жағдайы, басқа бауырларым бар, күйеуі бар да. И сөйтіп келеді дағы Құдай жаңағы күнде сұраймын. Анда кісілерге айтып қоймын, мен берем деп қоймын. Олар ойлайды, бауырлар неге бермейді, басқа неге. Мен бәріне айттым, бірақ Құдай соны жаңағы маған сөйтіп тұр ғой енді. Сосын аламда, ол 2014 бола ма, мен 2017-те кітап жазып шығамын ғой. Ол енді өте керемет сатылады да. Арада 3 жыл өтіп кетті, былай қарап отырсаңыз. Сосын мен жаңағыны ойымда бар, бірақ бүйтем. Так, мен кітап шығардым, мен бірінші қазір үй алып алайын, жаңа үлкен үй алайын. Сосын айтамын, машина алып алайын, сосын барып, сосын кейін оның 2 қызын да мен бағып жатырмын, содан бері қарай. Сосын айтамын, мен итақты 2 қыз бағып жатырмын, оның күйеуі бар, бауырлары бар деп өзімді ақтаймын да жаңағы. Сөйтіп бір ай үй іздеймін. Бірақ бір Құдай менің ойымнан шығаратын үй шығармай қояды да. Сөйтіп бір күн жатамын, мен Құдайға уәде беріп едім ғой деймін ше. Сөйтіп аламда, қой айнып кетпей тұрғанда деп 2 камшат арпалысып жатыр қой. Сосын аламда жаңағы звондаймын ғой. Енді ол өте үлкен сумма. Сосын аламда звондаймын, мен осындай сізге ақша берейін деп едім дейді. Ана адам жылағаны енді. Ол да ұмытып кеткен, ол да енді бір дастархандас болған 3 кісі болды. Мен алдымда сөйтіп хабарласып ақшасын берем. Кешке таман бізге меломаннан звондайды. Ол кезде меломанға кітап кірмейтін қазақша. Сөйтіп меломаннан хабар келеді, өстіп кітап алатын. Болды осыншама тираж деген сияқты ше. Сонда мен сол кезде түсіндім, мен нәпсім әлі сынбаған, ішімде әлі жатыр екен. Так, үй алмайсың, болды дедім да, өзіме өзім. Мына үй бар, 3 бөлмелі, тұрасың, осының плюстарын тап өзіңе. Тар үйдің да, 5 баламен. Сосын жаяу әлі жүру керек екен дедім да. Сөйтіп жаяу жүру керек екен, әлі біраз сен өзіңмен жұмыс істеу керек екен, әлі ешқандай да өзгермепсің деп өзіме сондай не бердім да. Содан отырдым, сенсеңіз, бүгінге дейін сол 3 бөлмелі үйдің өте бір керемет дүниелерін көрдім. Мен балаларды бауырмал қылып өсіріппін сол жерде. Жаңағыдай, енді әр баланы бір бөлмеге қойсаң эгоист болады ғой, оған жағдай бар да. Бірақ ана жерден бүкіл бауырларым балалары келгенде бәрін қарап отырсаң, кәдімгідей бұрынғы қазақ үйде бір үйде қаншама бала отырса да, сол сияқты мен оның бір керемет басқа бір нығметтерін көрдім да. Содан кейін енді қазір келін алғаннан кейін ғана үлкен үйге көшейік деп жатырмыз. Сондай бір дүние болды да менде. Мысалға енді дұға қылғанда бүгін мен не сұраймын? Ең бірінші денсаулық сұрайды екенмін. Құдайдан ең бірінші маған, бауырларыма, маңайыма денсаулық бер, осы елге тыныштық берші деп сұраймын. Вот ең қатты менің сұрайтын нәрсем сол. Ал енді ақша, дүние, оның бәрі әйтеуір мыналар болса бәрі болады. Мен үшін. Сондай нәрсе. Тура осы нәрсеңізге байланысты есіме түсіп кетті. Менде кәсіппенде 60 000 теңге бар. Өзім енді әйел адам өзінің қаражатын, тапқан ақшасын жаратуға болады ғой. Иә. Күйеуімдікі мен садақа қылып бере алмаймын, өзімдікін садақа қылып бере аламын. Содан бір не шықты да, өте қатты ауырып жатқан бір баланың қайта алдыма келе берді. Негізі оның барлығын Алла тағала бекер көрсетпейді екен ғой бізге ше. Иә. Содан мен түсінемін, ана балаға мен ақша салуым керек та. Содан менде кәсіппенде 60 000 теңге бар. Сосын, я Раббым Алла, мен осы ақшаны жаңа балаға берем. 60 000 теңгенің барлығын берем. Бірақ мен басқа да жұмысым бар, мен ол ақшаны жаңағы басқа жаққа да аударсам болады. Бірақ мен осы бірінші балаға бергім келіп тұр. Раббым саған тапсырамын. Мүмкін бекерден бекер көрсетіп жатқан жоқ шығарсың. Раббым бір жеңілдігін берші деп. Содан тәуекел етіп, жаңағы 60 000-ды жаңа счетына аудардым баланың. И аяқ асты жаңа хабарласады, жан жақтан жаңа ақша керек болып қалады. Үйдегі жұмысқа, продукт әйтеуір бірнәрсе. Содан тұрдым, Аллахым, мен сен үшін жасадым, мен ешнәрсеге өкінбеймін, иншалла табылады, Аллахым сенің қалауың болады деп. Рызық беруші Алла ғой. Содан сенесіздер ме, көп ұзамай менің кітабымды жаңағы сататын дүкен бар өзі. Сол жақтан хабарласады, 300 штук алайын деп жатырмыз, қари болғым келеді кітабым. Біз қазір сізге ақшасын аударамыз, сіз бізге кітапты бер жеріңіз деп ше. Сол кезде мен мынаны түсіндім да, кейбір адамдардың дұғасы соншалықты мықты болады да, бір адамға емес, миллиондаған адамға әсер етеді олардың дұғасы. Мысалға, сол ауырып жатқан баланың анасы дұға еткен болуы мүмкін да.
Аллах менің балама осындай ақшан енді садақасы тезірек жиналып тезірек емделіп кетсін деп дұға еткен шығар, мықты дұға еткен шығар. Соның барлығын біз көріп жатырмыз. Өзімізге керек болып тұрса да, жоқ деп балаға Алла разылығы үшін деп беріп жатырмыз. Оның барлығын Алла жүрегімізге салады ғой. Бірақ Алла тағала еселеп өзімізге қайтарып жатыр да. Мен сол кезде қатты таңғаламын осы нәрсеге. Негізі анандай бір менде енді тура кәдімгі дін жолында оны қалай айтады білмеймін, бірақ былай сияқты да, Алла тағалаға енді уәде көп береміз ғой. Сол уәделер орындалып, соны дұрыс өзің кәдімгі енді Құдай үнемі сұрағанымызды береді екен да, бүйтіп қарап отырсаң. Бермеген кезі жоқ та, бермесе ол хайырлысы мысалға. Сонда беріп жатқанда көбіне жаңағы жолдан тайып кетіп жатамыз ғой. Мен сол оқиғадан түсінгенім, Құдай маған осы кітапты, мен сенесіз бе, сол 2017-тен бері қарай мен басқа кәсібім, еш нәрсем жоқ, бірақ енді айына 3-4 миллионды осы кітап маған табыс қылып үздіксіз алып келіп тұрды. Содан бері бір берекенің несін ашып қойған сияқты. Басында ниет дұғаңыз басқаша болды ғой, иә? Халыққа пайдалы. Иә, ол ең бірінші кітап шығар кезде де біз қазіргі кезде кітап шығарда бәрі не ғой, анандай оның несін есептейді ғой, маркетинг жасайды, жаңағы бұл мынанша табыс әкелу керек, мынанша шығарамыз, предзаказ мынандай болады деген сияқты. Сосын өзі бір белгілі бір сомамен тиражбен шығарылады да, көп кітаптың ғұмыры қысқа болып қалып жатыр ше. Мысалы 20 мың шығарды, сонымен бітіп қалды. Ал енді біздікінде, мысалға менікінде бір 500 кітап сатсам, мынаны 500 адам оқып, жаңағы өмір өзгерсе ғой шіркін деген сияқты ниет болды да менде. Сонда енді одан кейін қаншама 100 мыңдаған шығып кетті ғой, мысалы. Сонда қарап отырсам, ол Құдай бір берекесін о бастағы ниетте, сосын ортасында да бір сен кәнекей маған уәде бердің ғой, соны орындайсың ба деп бүйтіп ана кранды жай бетіп ашып тұрды да, маған ақшамен бүйтіп келіп жатыр ғой, сұмдық жасап жатырмыз. Сосын мен егер ойлаймын, білмеймін ғой қалай болатын, бірақ сол уәдеге, кәдімгі үлкен бір уәдеге тұрғаннан кейін оның кранды кәдімгідей үлкен қылып ашып қойған сияқты да, табыстың да, сондай сияқты бір. Сол сияқты көп жерде жаңағы бірінші істейтін нәрсемде мен жаңағы Құдайдың несіне әйтеуір қарсы келмей ма, ертең мынау үшін жаңағы отбасым, бала шағама бұл хайырлы ма деген сияқты сол не ұстаным бірінші тұрады менде. Иә, ниетке қарай беріледі, альхамдулилля. Иә, ары қарай. Машалла. Ал сізде Марсия? Күшті. Мен айтып өтейін дегенім, жамағатпен дұға деген бар ғой. Маған өзіме сол тоже бір үлкен өзім көзім жеткен кезінде, осы біз енді семинар өткізіп бастап жатқан кезінде қасымда 3 көмекшім жүретін да. Екеуі менімен түйде жасты, араларымыз 1 ай, 2 ай ма сондай. Біреу менен 2 жас па үлкен. И сөйтіп мен уже 4-ші баланы туып жатырмын, олар әлі тұрмысқа шықпаған. Уже 2-3 жыл қасында жүрісті. Мен ойлаймын, мыналар неғып ешкім алмайды деп енді бір переживать етемін. Олар тұрмысқа шықты ма қазір? Тоқтасайыншы қазір. Сөйтіп ондай ғой. Әр семинардан кейін бір семинарда көп адам ғой. Мен прям семинар өткізіп болғаннан кейін айтамын, қыздар, пожалуйста, бәріміз дұға тілейікші деймін да қыздарға. Ана 3 қыздың атын айтамын, осы 3-е тұрмысқа шықсын деп дұға тілеп кетіңдер деп, сол әр семинарда сол 3 қыздың атын айтып дұға тілеп жүрдім. Білмеймін қанша семинар өткенінші. Қазір 3-еуі де тұрмыста. Екеуі бір қыздан, біреуі бір ұл туды да. Соны қатты қуанамын соларға қарап. Бірақ мен 4-шіні туып жатырмын, олар әлі тұрмысқа шықпай. Менен жасты, біреу менен үлкен. Мен сөйтіп ойлаймын, сендер жүре бересіңдер ме, ұят емес па мынау деп. Сол кезде түсіндім, бір-бірімізге деген дұға өте енді мықты екен. Біреуге тілеген дұға, өзімізге періштелер тіледі деп айтады ғой. И екінші бір история, наверное, тоже бір эфирлерде айтқам, прямой эфирлерімде. Ұлмен связаны, үлкен ұлым, мен всегда айтам, ол подросток, мен тәрбиелейтін бала деп. Қиын ғой негізі подросток, кім деп сіз подросток, балаңыз уже өсіп кетті, сол неден өтіп кеттіңіз, оңай емес екен, подросткасы бар аналар маған бір герой болып көрінеді көзіме. Или мен тек сондай ма білмеймін. Енді бізге оңай емес, ол бала ғой. Қыз болса, әй деп қоя саласында болмайды саған деп. Ол болғаннан кейін ештеңе айта алмайсың. Мен анасымын, мен әйел адаммын, қатты сөйлей алмайсың. Папасы айтады, как-то вот білмеймін да, маған бір енді кішкене ол мен қиындау. И сөйтіп ол бізде еще андай ғой, үйде воспитание свободно болу керек та. Әркім өзі өту керек, опыт болу керек деген сияқты. Өйткені мен өзім свободно өскем, и балдарға да сондай беруге тырысамыз. И сөйтіп балам бір күні анимеге қызығады ғой. И анимеден қызыққан до того, Алиэкспресс деген бар ғой, сол жақтан заказ беретін картиналар. Ол картинаның түрін көрсеңіз,
чисто шайтан ауызбіляқтардың түрлері ғой. Рогатые, глаза красные, такие улыбки, такие зубы страшные. Сондай суреттер заказ береді да, толтырып алып келеді. Ана сурет көрген менің жүрегім аузынан шығайын деп тұр ғой. Бұл не істейсің десем, комнатама ілем деді ғой. Я говорю, только не это. Жоқ, маған ұнайды. И ол комнатасына ілген кезде не болады саған десем, мен өзімді күшті сезінемін дейді да. Достарым келеді, мен комнатам сондай, оған бір мақтаныш қой ол. Сөйтіп күйеуім екеуміз бір-бірімізге қараймыз, жоқ деп айтуға болады ғой, лақтырып тастауға болады. Біз ата анамыз мы имеем право, да, бірақ ол өту керек қой ол жолдан ше. Мен комнатамда всю жизнь тоже не только ілінбеген да кішкентай кезімде, сөйтіп ойлаймын, мақұл ілсінші деп бір күн қарасам іліп қойған. Ана комнатаға кіруге қорқамын ғой. Бір күн үйде барлық комнаталар занят, мен Құран сабағым. Соған келіп Құран оқысам, жүрегім дүрсіп Құран оқи алмаймын ғой, представляете? Физически даже Құран оқи алмаймын ана комнатада. Невозможно сидеть ана комнатада. Суреттерден жан-жақ невозможно сидеть. Қашып шығамын ана комнатадан. Мен қалай түнде ұйықтайсың деймін да. Қорқынышты ғой, адам қорқады. Мен вообще түсінбейсің да. Мен бір ойлап отырған қандай ата анам деп ойлап отырған. Сондай не да ата анам сразу айтайын. Сөйтіп бір күні мен дұға тілеймін Аллахым деймін да, вот ты же видишь, я стараюсь деймін да, мен қатты стараюсь, мен дұрыс ана болуға стараюсь, мен ана баланы сындырып тастауға қорқамын, ол личность болып өсу керек деймін да, маған қиын, ол мен тыңдамайды, мен түсінбей жатыр деп қатты дұға тілеймін. Осы күйеуіме айтамын, екеуміз дұға тілейікші, тоқтамай дұға тілейікші, оны түсіну керек баламыз деймін да, қоймай дұға тілейміз. И бір күні азанда тұрсақ, балам не айтып беріп жатыр білесіз ба, түнде ұйықтауға жатсам дейді, енді ұйықтауға жатам, қатты үстімнен басады біреу дейді да, ұйықтай аламаймын дейді, оянып тұрамын дейді, енді ұйықтап қайтадан басады, прям прыгает дейді, я не могу дышать дейді, жаман қорқып кеттім дейді. Комнатасында Алиса бар ғой, Алиса, поставь Аль-Бакра на всю громкость деп айқайладым дейді. Сөйтіп Алиса дейді, Аль-Бакраны до конца қойып қойды дейді, бір қатты Аль-Бакраны қойдым, и сол кезде тыныш ұйықтадым дейді да. Ұйқысынан азанда тұрса, представляете да, бағана картиналардың бәрі былай жатыр ғой, жерге құлаған и бетімен жатыр ғой, представляете? Аль-Бакраны көтере алмаған ғой, сен сол кезде деймін да. Картиналар былай жабысып тұрған еді ғой неге, стенкаға, бетімен құлаған, бәрі бетімен жатыр да. И бірақ картина құламаған, ол жерде просто арыстанның суреті. Тек сол құламаған, қалған бәрі құлап тұрған. Азында тұрсам дейді, картинаның бәрі жерде жатыр дейді ғой. Сол кезде өзі көзі жетті да балам. Ана картинаның бәрін алып өзі лақтырып тастады. Одан кейін барып бас тартты ғой. Бұғандай маған керек емес. Одан кейін зато альхамдулиллах, енді күшті бір исламға деген жақындаған бір себеп болды сол история. Өзі көзі жетті да, өзі өтті. Қалай ата-ананың дұғасы? Потому что мен ештеңе істей алмаймын деймін да, қолымнан дым келмейді, мен түсінбей тұр ана бала деймін да. И мен ойымша ата-ана тоқтамай балдарға дұға тілеу керек. Тыңдамай жатыр ма, қолыңыздан келмей жатыр ма, айтасыз, бұл дұрыс емес, бұл исламда да дұрыс емес, бұл саған қиын болады деп айттым. Барлығы екеуміз айттық, күйеуім екеуміз, бірақ ол жоқ деп тұр да, көріп тұрмын да, одан өту керек. Мақұл істеші, көрейік деген сияқты да. Өзі көзі жетті. Аллах солай жеңілдетіп қояды екен. Аллахқа тапсырсақ. Негізінде мен де көп байқаймын да, ананың дұғасы қабыл болады, одан кейін Құран оқылғаннан кейінгі дұғалар өте тез қабыл болады екен. Мен әлі есімнен кетпейді, Нұрбаракта оқып жүрмін да, магистратурада. Платныйда оқимын. Содан бір күні қыс семестр жақындаған кезде маған звондайды, Малика, егер осы түстен кейін бүгін кешке дейін 200 бір нәрсе мың теңге төлемесең оқудан шығасың дейді. В общем, емтиханға кірмейсің дейді. Ал мен Нұрбаракты қалай армандап, аңсап жеткен бұл университетке. Мен үшін енді Нұрбарак деген қатты мықты не да, армандаған өткен кезінде. Содан менде ондай ақша жоқ. Енді ғана тұрмысқа шыққан кезіміз, өз квартирада тұрамыз, енді жұмыста жоқ, тек оқимыз. Содан бір уақытта Аллахым, кейде мынандай сәттер болады да, даже дұға ете алмайсың да, ішіңнен барлығы өртеніп жатады да, ішіңше. Барлығын Алла тағала біліп тұр ғой кезде. Бірақ оның өзі дұға болып есептелінеді ғой, өйткені жүрек қайнап жатыр да нәрсемен. Содан мен қазір бәрі былай отырып тілмен Алла тағаланы дұға еткенмен бәрі тілмен жеткізе алмаймын Раббым дедім. Соншалықты мен бұл университетте қалғым келеді. Мен оқығым келеді, білім алғым келеді. Құран оқимын дедім. Содан дәрет алып келдім да, айғайлап тұр Құран оқыдым бөлме. Ана енді ішім өртеніп бара жатыр, оқудан шығып кетемін деген. Содан Құран оқып жатырмын. Өйткені Пайғамбар исламның хадисін білемін да, жаңағы Құран оқылған кезде дұғалар міндетті түрде қабыл болады деген. Және адам құл өзінің дұғасын айтпай-ақ Құран оқыса, Алла тағала жүрегіндегін естиді дейді да. Содан мен Құран оқып жатырмын, бір уақытта Алтын Ордада оптом сататын бір апайым бар еді. Сол кісі звондайды, Малика ұстаз, біз зекет берейін деп жатыр едік. Мынанша мың ақша сізге берсек болар еді деп бірінші ойландық, бірақ сіз ренжіп қалмайсыз ба деп. Ренжімеймін, маған оқудан қалып қоймау керек деп. Содан бір уақытта ол кісі төлеп берді.
кейін алан қаламын оқу жалғастырдым да. Содан кейін менде лайфхак болды осы нәрсе. Көрермендерге де ол міндетті түрде лайфхак болады деп ойлаймын да. Өйткені Құран оқыса адам, Ясин сүресін оқып болсын, кез келген сүрені, мысалы, адамның жүрегіне кейде әсер еткің келеді ғой. Мысалға, енді әйелдер біз сәл жүрекке неғып тұрамыз ғой, бүйтіп әсер етсем деп, жолдасыма болсын, енеме, немесе бір жақын адамыма болсын, мен Ясин оқып көбінесе дұға етемін. Ясин Құранның жүрегі ғой, содан ниет етемін да, сразу сол дұға қабыл болып жатады негізінде. Ал сіздерде оған байланысты бір нелер жоқ па, бір оқиғалар Құранмен қатысты? Ясинге қатысты Марзиядан естіген сияқты болып тұрмын да. Ясин мен андай ғой, білмеймін, деп айтуға болады, любимый сүрем ғой Құрандағы. Мен сөйтіп айтамын, любых непонятных ситуациях Ясин оқу керек. Өмірде бірдеңке болып жатады ғой, қиын жағдай, кез келген қиын. Просто отыра салып Ясин оқи бердім да, мен өзім сөйтемін. Түсінбеген қиын жағдай болса, менің телефонымда именно Ясин нелер бар, скриншоттар бар, өзім кітабымнан суретке түсіріп алғанша. Не қай жерде болсам да қиын жағдаймен отыра салып Ясин оқып бастай саламын. Мен ол лайфхакым кез келген сұрақ шешіледі. Шешілмеген сұрақ жоқ. Машалла. Кез келген қандай болсын, қиын жағдай болсын, немесе бір мықтым бірдеңе қолым жеткізе алмай тұрым болсын, кез келген жағдай. Ясин сүресін адам өзіне үйретіп қойса, соны оқи беріп, мен ойымша, иншалла, проблема жоқ. Ал сіздерде мынандай оқиғалар болды ма? Сұрайсыз да, сол болмай жатады да, сосын іштей қашан болады деп жүресіз, кейін Алла тағала ана дұғаңызды одан да күшті, әдемі, көркем етіп берген кезде ұялған кез бола ма? Негізі менде не жоқ екендай, бір нәрсе сұрап болмай қалатқанда бір уайымдап, қашан болады бір нәрсе дегенше, бұл енді ондай ештеңке жоқ екен да. Значит, солай болу керек болып тұр, бұдан да басқа бір керемет нәрсесі бар шығар деймін да. Ары қарай тіршілік кете береді, оған қадалып кешке дейін неғып отырмайды екенмін да, өзі сұрапшы жаңа. Сұрайсыз, ары қарай кете бересіз. Ары қарай мен тіршілігімді қолымнан келген жасап жүре берем. Күндегі ол дұғаңды тілек. Жалпы негізі дұға деген нәрсе бұл аузыңнан шыққан сөзің ғой, мысалға қарасаң. Мынау ғылыми тұрғыдан алып қараса, сөздің ауырлығында дейді, сөздің энергиясында, мысалға энергия дегенден тоқ қой, бүйтіп жалпақ тілмен алғанда тоқ. Бүкіл әлемнің тоғын біріктірсең, қанша ватт, вольт не болады? Мысалға сөздің қуаттылығына жетпейді екен да оның ешқайсысы. Мына ойдың да мысалға, оның кейін сөздің жылдамдығы дейді, жүйріктігі, ешбір зымыран, ракета не бар жылдам. Олардың жылдамдығы жете алмай қалады екен, сөздің жылдам. Сондықтан мен өз басым сөз деген, ол аузымнан шыққан сөз, ол қабыл болатын нәрсе да, мен қаласам да қаламасам да бір күндер оның жемісін жеймін деймін. Содан үйден шыққаннан мен сені жақсы көрем, Алланың нұры жаусын деп бүкіл адам баласы іштей сырттай айта береді осы сөзді жүрген жерім бәрінде. Парковкада орным дайын, барған жерде жақсы адам кездеседі, ойламаған жерден жақсы бір сатылым, жаңа шопинг дейміз ғой, іздеген көлегіңді әшейінде таппасаң, басқа жақтан бір сондай бір күшті немен көріп қаласың, бір өз сәтті болып өтіп кетеді. Сонда көп нәрсені мен сөзге не қыламын, осы адамдар аузында ең бірінші сөзін түзесе, көп нәрсе түзеледі өмірінде. Сол сөз енді дұға шығар деп ойлаймын мен, былай не алғанда. Аузына шыққан әрбір сөз дұға деген бар ғой исламда. Ондай бар болса, онда сол. Мен ана не жағынан, ғылыми жағынан бүйтіп оқып қарап отырсаң, жаңағы, ол қаласаң да қаламасаң да әйтеуір күндердің күнде дән деп айтады да, ол жерде жаңа сен дән егіп жатырмын деп ойла, ертең соның жемісін жейсің. Жоқ, жаман, қиын, анау-мынау ойланбай айтылады ғой, соның бәрін айтып жатсың ба, сол еселенбесе ол азайып кеткен жоқ та. Сондықтан баймын деген сөзді айта берші, сен ақшаға есептеп қойма да, мына бүкіл болмыс бітті ғой, бұны ешбір нәрсеге сатып алмайтын. Осыны түсіндіргіде бай десе, ой мен баймын деп айт деп, жаңағы ақшаға, материалды қалтасына кіреді. Сен просто мына байлықты көру үшін де оны бір бәленбай күн айту керек, өте көп жиі. Сонда сен бір көзіңде бір перде ашылатын сияқты, что сол мына байлықтарыңды көру үшін ше. Сондықтан жақсы сөз сөйлеу керек қандай жағдайда да. Қанша аузымыздан сөз шықса, сол біздің жүрегімізге келіп сояқта пайда болады екен ғой. Аузымыздан қанша рет қандай сөз шықса, соған этими словами наполняется сердце дейді да. Сол сөздің барлығы жүрегімізде болады. Бана сіз көйлек деген кезде есіме түсіп кетті да, көйлек жайлы. Анау осыдан бір жарым жыл бұрын Айнұр ханымның тойы болды ғой Стамбулда ше. Фиолетовый көйлек дейді ма сол кезде? Өмір фиолетовый көйлек киіп көрмегенмін негізі. Сол екен бәріміз. Вообще жоқ, менде ондай көйлек деймін да. Біз Стамбулдан ары қарай Анталияға бару керекпіз күйеуімізбен, Анталиядан Москваға ұшу керекпіз. Уже кетіп бара жататын уақыт. Мен фиолетовый көйлек алған жоқ, мен уақытым жоқ фиолетовый көйлек алатын да.
сөйтіп киім жинап жатырмыз уже, бала шағамды бір не қылып жатырмын, төртеуін де қалдыру керек, екеуміз кетіп бара жатырмыз, мына жақта дайындалу керек, үйге продукт алу керек, бірінен кейін бір болып кетті да, киім жинап Аллахым, фиолетовый көйлек жоқ менде деймін да. Ол кезде мен енді аяғым ауыр болған, ішім шыққан, ішімді көрсетпеу керек қой енді. Мен ол жабық болу керек ол көйлек, еще фиолетовый болу, еще ішімді жауып тұру керек, еще маған жарасу керек, маған ұнау керек, оң қақын табамын ондай көйлек деймін да. Мен 2 күн іздесем де таппаймын ғой. И дұға тілеп жатырмын, чемоданды жинапшы, Аллахым, пожалуйста, қаяқтан енді фиолетовый көйлек табамын. Ешқандай әрекет жоқ та, бірақ дұға тілеп жүрмін да, әрекет жоқ бірақ. Сөйтіп бір кезде біреу жазады, Марзия ханым, вам срочно доставка, вы же сегодня уезжаете, да вам сразу. Я говорю, келген кезде жібересіз, мен қазір уақытым жоқ деймін да. Пожалуйста, қазір жіберейінші, мен бір жаққа ұшып бара жатырмын, мен көмекшісі бірдеңке деп айтыр, қазір жіберу керек. Той мақұл жібере беріңізші, осыны адрес дедім да. Ары қарай киімдерімді жинап жатырмын, ой переживать етіп жатырмын, қазір бара салып тойға не киіп барамын, өлтіреді ме фиолетовый көйлегім болмаса үйде жоқ ондай. Айнұр апай кіргізбей қояды. Сол ғой. Болмаса бір розовый кие саламын да, айтамын, осы фиолетовый деп айта салам ба деп тұрмын ғой, уже білмеймін не істерім. Не киімдерімді жинап болып енді шығайын деп жатсақ, бағана доставка келеді ғой, бір пакет, не пакет екен деп ашып қарасам, тура маған жарасатын, маған ұнайтын, маған керек фиолетовый көйлек керек. Фиолетовый ғой, соны киіп бардым ғой тағы. Прям жарасып тұрды, еще платогыммен бәрі әдем. Соны Құдай-ай деймін да, вот до того мен оны даже бүйтіп прям іздейтін де уақыты жоқ деймін да. Оны еще әрекет істейтін де уақытым жоқ қой даже. Просто дұға етіп отырмын да, пожалуйста, берші маған, Аллахым, көріп тұрсың, уақытым жоқ қазір мен депші. Даже осындай кездерде қатты Аллаға деген сондай жүректе бір не пайда болады да. Негізі оказывается біздің кез келген сұраған дүниемізді Аллах беруге дайын ғой, береді. Бірақ біздің жүрегіміз тар екен. Жүрегіміз тар, и біз шыдамайды екенбіз да. Бір аяттар туралы сабаққа барып жүрмін да, тәпсірден. Құран тәпсірінде, сол жерде айтып жатыр да, нығмет дейтін болады дейді, и нығмет дейді да. Нығмет деген Аллахтан келген ризық да. Біз оны сезінсек, ол нығмет болады дейді да. И неқмет дейтін дейді, ол бәле деп переводталады екен. То есть кез келген ризық ол или нығмет болуы мүмкін, или бәле болуы мүмкін дейді да. Сонда бірақ буква да былай қарасаңыз. Ол қалай деген кезде бүйтіп түсіндіреді да. Мысалы сен қатты бала тіледің дейді да. Бала саған берді. Ол саған нығмет болып келе ме, неқмет болып келе ме білмейсің дейді да. Ақша сұрадың дейді. Мысалы сен қатты ақша тіледің, ақша берді. Нығмет болып келді ме, или неқмет болып келді, оны білмейсің дейді да. Сондықтан тілеген кезде біздің жүрегіміз соған дайын болу керек. Біз өзіміз до того сондай дәрежеде боламыз. Аллах бізге берсе де мен разым, бермесе де разым деген кезде кез келген дүние бізге нығмет болып келеді екен. Өйткені ол келген нығмет біз жүрегімізді сабамаймыз. Жүрегіміз кең. А жүрегіміз тар болса, біз тар жүрекпен сол келген нығметке жабысып қаламыз, жақсы көріп қаламыз, иемденіп аламыз, и сол кезде ол нығмет болып кетеді екен да біз үшін. Хотя ол басында нығмет болып келген біз үшінші. Соны түсіндіріп жатыр да ұстаз. Сол кезде түсінгенім, біз дайын болу керек екенбіз, жүрегіміз кең болу керек екен. Осы жүрек кең деген кезде біреулер ойлап қалады екен, ойбай осы керемет өзінің жүрегі екен, одан кейін сөйтіп айтып жатыр екен. Жоқ, мен өзім айтып жатырмын, өзім нәпсім айтып жатырмын. Мен нәпсім тура басқа адамдардың нәпсі сияқты жадный, тек маған тура сондай кәдімгі адам сияқты, альхамдулилля. Поэтому жүрегіміз кеңейген сайын біз келген Аллахтан келген ризық бізге нығмет болып келеді екен, иншалла. Ал одан кейін мынандай бар ғой, көбінесе материалдық нәрселерді біз қатты дұға етіп сұрау әйелдер деп көп сияқты, ер адамдар білмеймін. Мысалға мен үшін Луи Виттонның сумкасы, мен дұға етіп жүрмін соған дейді да. Мен үшін енді әрине ол мүмкін керемет нәрсе шығар, бірақ оны неге біз адам өзінен жоғары қою керек деп ойлаймын мен. Ол материалдық нәрсе ғой. Ана дұғада біз көбінесе, мен көп байқаймын да, қыздардан көп оқырмандардан сұраймын, нені дұға етесіз? Прям күшті дұғаңызды айтыңызшы десем, Мальдиваға демалу, Луи Виттон сумкасы, сосын Праданың аяқ киімі деп айтады да. Сосын маған, мен таң қаламын ол нәрсеге. Ал менің ойымша, білмеймін, дұға андай керемет нәрсе болу керек. Мысалы пайғамбар дұғаларын қарасаңыздар, шынымен күшті да. Біз ана дұға деген, осы теңдес дұға деген кітап шығарайын деп жатырмыз. Сол кезде маған ең бірінші инсайт болған нәрсе, біз пайғамбарымыз сияқты ешқашан дұға жасай алмайды екенбіз. Тіл байлығымыз оған жетпейді да. Және ол кісі сияқты біз ешқашан Алла тағалаға андай лайықты түрде мінәжат ете алмайды екенбіз да, құлшылық. Сұрай да алмайды екенбіз. Мысалға, мен содан кейін айтамын да, қыздар, бірінші менің ойымша біз әйел кісілер енді көркем мінездік сұрауымыз керек. Тақуалықты, ең бірінші нәрсе, жарайды, Луи Виттон сумкасын сұрашы, оны Алла тағала береді ғой. Бірақ бірінші кезекте дұға Аллаға барған кезде сенің ең тұру керек сияқты, жаңағы жәннатты сұрауың, ата-анаңа жақсылық сұрауың, жаңа өзінің жүрегінің байлығын сұрауың, сол маңызды сияқты деп ойлаймын да мен. Иә. Әйелдер бірінші соған қол жеткісе, Луи Виттонға, Мальдиваға, одан кейін барып бағанағы дәрежеге жетеді. Басқа нәрсе сұрай бастайды.
Сонда бірінші соны алғалы керек па? Қалай ол? олар сөйтеді ол Дүниелік нәрсеге дүниелік құштарлықтан. олар өйткені өздерінің көзі жетеді, что дүниелік нәрсе оларға ешқашан жүрек тыныштығын бермейді, бақыт сезім бермейді. Бірақ олар оған сенбейді. Олар ойлайды, мен Мальдиваға барсам, Луи Виттон кисем ғана бақытты боламын. Сол кезде ғана мен самооценкам көтеріледі деп ойлайды. Ол ондай емес қой. Бірақ оны біз айтып жатырмыз ғой, подкасттарда да, мен эфирлерде көп айтамын, оған сенбейді. Неге? Өйткені көз жеткен жоқ. Өзінің көзі жетеді, соған қолын жеткізеді, барады, көреді, и сол кезде түсінеді, оказывается, жүрек тыныштығы, шын бақыт бұдай емес екен ғой деп, сол кезде ғана олар уже басқа дұғаға көшеді. Иншалла. Субханалла. Менде мынандай бір сұрақта, пайғамбарымыз саллаллаху енді әдемі дұғалар бар ғой, соның ішінде күнделікті өмірде жалпы өзіңіз ең бірінші қандай жағдай болмасын аузыңызға бірінші келетін дұға бар ма, пайғамбарымыз үйреткен дұғалардан? Мен жоқ екен, білмейді екен. Моментально бір жағдай болып қалды да? Мүмкін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдікі ма, жоқ басқа ма, енді келеді ғой мысалға. Ең бірінші дұға бастарда жаңағыдай мен бірінші мақтау мадақ айта береді екенмін, өзімше Аллаға мақтау мадақ айта береді екенмін. Одан кейін барып кешірім сұраймын. Осында мен қасымда қарасам мұндай білімді ұстаздар өте көп та, соны тыңдаймын, сол әңгімелерінің ішінен алып кететін. Сонда менің қатты көбісінің айтатыны сол болды. Жаңағы мақтау, барлық мақтау Аллахқа деген сол нәрсені жеткізуім керек. Соны мен сосын жай бір сөзбен естідім да, бұл қалай сонда деп, өзің отырып алып кәдімгідей не жасайсың ғой сонда ма? Сонда қарасаң шынымен де мақтау, ол өзім ол да Құдаймен сөйлесу арқылы шығар, түсінетін. Сөйтіп түсінген кезде менде мынандай бір жүректен бір не дейді, шын алғыс айту деген нәрсе болады ғой, искренне бір благодарность деп жатады ғой, вот шынайы алғысты сезіну деген нәрсе пайда болды да менде. Содан кейін барып сосын жаңа кешірім сұрау. Жатқаннан тұрғанға дейін шынымен таңертеңнен бастап қанша нәрсе істеп қоямыз. Енді білмеймін, біз жаңағы бала шағаға сөйлегеннен бастап бүйтіп қарасаң қорқып кетесің да, өте көп не нәрсе жасайсың. Бірақ мен андай циклет етіп бүйтіп тұрмайды екенмін, мен мынаны бүйтіп істеп қойып, Құдай енді маған бүйтіп істейтін шығар деген сияқты. Ондай нәрсе жоқ екен менде. Құдай кешіруші, білемін да, ол кешіреді екенін, кешіреді. Мен кешірім, соны қайталамауым керек, сабақ алуым керек деген сияқты нәрсе. Одан кейін барып жаңағы салауат айту. Осы нәрсені мен 4 жылдан кейін мен Турцияда болып келген кезде қарасам, бүкіл елдің қолында электронный таспих та, кәдімгідей. Сосын не қылатым, бұл не соң қыздармен сөйлесіп жатыр ма, сонда бәрі бүкіл кішкентай баладан бастап, кім есін біледі, бәрінің қолында кәдімгі подростковый возрастта. Сосын барып не қылдым, сонан кейін отырып алдым да, сол салауаттың несін кәдімгідей тыңдадым арнайышы, түсініп, енді тупа айта бермейін деген сияқты, бұл неге апарады деген сияқты, соны түсініп барып, сосын сол нәрсеге жасадым. Енді дұға көп қой, мысалға, білмеймін енді қандай жағдайда дұға. Мысалға аяқ асты бір жағдай болып қалды да, күтпеген жағдай. Сіз тойға дайындалып жатырсыз. Хайролла деймін мен. Бір хайырдыр, бұның да бір хайыры бар деймін да. Бірінші сол сөз келеді. Сол сөз келеді менің аузыма. Хайыр. Мысалы, даже күтпеген жерден таңғысын біреу звондады. Хайырдыр, не звондадың дейсің да, не болып қалды дейсің, тыныштық па, мысалы, хайырдыр. Сол сөз менің аузымнан көп шығады ше. Алла, хайырды деген нәрсені көп айтады екен мысалға. Машалла, Марзия сізде? Ля хауля ва ля қуатта илля биллах. Мен соны, потому что анау былай нервім қатты көтерілген кезде, немесе бір қиын жағдай болып жатқан кезде, жағдай үлкен болып, қиын болып тұр ғой проблема, мен кішкентай болып қаламын ғой. Сол кезде ля хауля ва ля қуатта илля биллах десем, бүйтіп өзіме келемін да, анау проблема, үлкен проблема кішкентай болып қалады мен көзімше. Өйткені мен айтамын, что Алладан басқа ешкімде күш жоқ деген сияқты ғой перевод. Сол кезде қандай қиын үлкен алдына проблема келсе де, ол проблема кішкентай болып қалады. Прям мысленно, иногда даже прям по-настоящему кішкентай болып қалады. Сол үшін мен осы дұғаны, анау еще как многодетная мама, иногда неше түрлі жағдайлар болады ғой. Самолетта ұшып бара жатсам, неге Дубайға 5 баламен нормально, енді 5 баламен ұшуды өздеріңіз, 4 бала ол кезде ұшуды өздеріңіз ойлаңыздар ма, кетіп бара жатсам, самолетта балам айтады, мам, я сейчас тебе что-то скажу, ты только не ругайся и не нервничай дейді. Бетіне қараймын, не болды десем, бүйтіп қолын көрсетеді, қолы дәу өсіп кеткен ғой, не болды десем, я вчера руку сломал дейді. Ты почему не сказал мне, деймін да, соны самолетта айтып отыр ғой. Жүректі ғой, машалла, адамдардың қасында, Сол кезде мен ашуымды көрсеңіз, былай көтерілді да. Ля хауля ва ля қуатта илля биллах. Бүйтіп басылады да қайттан. Бетіне қарап,
хорошо, мы сейчас разберемся келген кезде окей деймін да, все. Бірақ мен ол дұғаны айтпасам ананша точно самолеттің лақтырып жібергім келші, астына қарай без парашюта. Как ты мог деп, иә. Сондай ғой енді балдар деген че только не придумает. И өзіме осы дұға сразу өзіме бүйтіп келем. Кез келген қандай жағдай болса да стоп деймін да, болды. Осыны айтамын да и қоя саламын. Одан кейін менің ойымша мынандай да жағдай болатын сияқты да. Әртүрлі мысалы мамандардың алдына барады ғой, дәрігерге бару мүмкін, адамдар юристке, адвокатқа бару мүмкін. Енді болды, болмайды сіздікі. Немесе сіз бала сүйе алмайсыз, сіз аурудан жазылмайсыз, сіз болды осыдан минусқа кетейін деп тұрсыз, бір нәрсе деп адам сағын сындыратын нәрсе айтып жатса адамға, бірден оған беріліп қалмай, бірден өзін түсіріп жүрмей, сол ля хауля ва ля қуввата илля билля, Алладан басқа күш құдірет иесі жоқ деп айту. Мен мысалға мүлдем сенбейді екенмін. Мен дәрігердің де адамның да жаңағы мынау болмайды, мынау жасалынбайды, ондай емес. Бұл кәдімгі былай жасалынған нәрсе ғой, бітті, бұдан артық болмайды. Мен сенбейді екенмін да. Ол нәрсеге мүлдем сенбеймін. Өйткені бұл шексіз әлем ғой енді. Құдай мысалға да компьютердің миын адамдар жасап жатса, айфонның миын адамдар жасап жатса, мынау біздің миымыздың мынандай болып қана тұрған мидың памяті, оның құрамындағы жаңағы дүниелердің бәрін, енді бұнды да Құранда айтқан шығар басқаша, мен бірақ ана ғылыми кітаптарды өте көп миға қатысты. Сонда қарасаңыз шексіз да, ол шектеусіз, ол жоқ, оның біз дәл қазір біз сұмдық өзіммен жұмыс істеп жатырмын, миымды пайдаланып жатырмын дегенде 0,000-1 пайызды пайдалансақ пайдаландық, әйтпесе біз пайдаланған жоқпыз да. Сондықтан жаңағыдай маған бір дәрігерлер біреуге ауырдың, сахар бұл кетпейді десе, мен сенбеймін. Мен ана адамды қайтсем де Құдайдың бір күшті құдіретіне сендіргім келеді да, жаңа сен былай істеп көрші, сен мынаны көрші, мынаны бүйтші деп барынша соған не жасауға жақсы нәрсеге да. Өйткені ол енді ол нәрсені сіздердің өмірдеріңізде де көрдік қой мысалға да, болмайды деген тыйымды мысалы қалай Құдай өзі болдырып қояды. Сондықтан ол адамның айтқаны емес, енді мен өз басым лично Құдайдың шексіз бүкіл нәрсе мүмкін екеніне сенемін, бәрін жасап беретініне да. Сен ниетің, жаңа ғамалың, ол енді конечно бір Марсқа ұшып кету, я болмаса тағы бір құлаққа кірмейтін нәрсе болмаса болды да, қалған осы жер бетіндегі жасауың керек нәрсені жасау. Ондай құлақ кірмейтін нәрсе де болса болады. Біз үшін ол нереально. Мысалы, представляете, 200 жыл бұрын, 300-500 жыл бұрын адамдар ұшпайтын. Оларға самолет, ол нереально нәрсе. Ол құлаққа кірмейтін нәрсе деп айтады. Кім ұшады деп? Қазір это очень даже реально, да, сол сияқты ғой. То, что нам кажется нереально, ол оңай нәрсе негізі. Біз ғой шектеулі. Мысалға, мен әлі есімнен кетпейді, енді көптеген дәрігерлерге барам, дәрігерлерге бала сүйетін кезде қаралып жүрдік қой, сол кезде бірден жаңағы не қылып айтатын, болмайды деген сияқты ше, басқа жолға бала асырап алыңыздар деген сияқты айтатын да. Сол кезде мен үнемі Мариям анамызды ойлайтынмын. Білмеймін, андай сөзден бұрын мен бірінші Мариям анамыз келеді да. Мариям анамыз ешқандай ер адам жақындамай-ақ Алла тағала оған Иса пайғамбарды берді ғой, құрсағына бала салды ғой оған. Содан Мариям анамыздың анасының оқиғасы бар, Хан анамыз. Енді бұл мүмкін лайфхак болатын шығар көп қыз-келіншектерге. Ағаш болады, ол бір 70-80 жасына көтере алмайды, бала сүйе алмайды. Содан үнемі дұға етіп жүреді, Аллахым хайырлы перзент бер, хайырлы перзент бер деп. Содан бір күні ағашқа қараса, ағашқа құс ұшып келеді, сөйтіп балапандарына шөп береді, қайтадан кетеді. Қайтадан кетеді, шөп береді. Балалар сөп секілді ғой ана жерге. Содан балапандар әп-әдемі болады, содан кетіп жүреді. Сосын жаңағы Хан анамыз қарайды да, тафаккур жасап отыр ғой, Алланы еске алып отыр да, бүкіл оқиғаларды толықтай жаңағы көз алдынан өткізіп анализ жасап отыр да. Сол кезде Раббым маған сен тіпті осындай жаңағы құстың өзіне аналық махаббатты нәсіп еттің, маған да ана болып нәсіп ет деп сұраған екен. Сонда Алла тағала содан кейін ол кісінің дұғасын қабыл еткен екен да. Сонда біздің өмірде Алла тағала біз бір дұғаны үнемі бір 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл, 20 жыл сұраймыз ғой. Бір сол дұға қабыл болатын сәтте бізге бір адамды көрсетеді екен кейде. Егер адам ойланбай жүре берсе, еш нәрсеге қарап ойланбай тафаккур жасамайды да, ондай кезде ол көрмейді екен көптеген нығметтерді. Ал бізге сол оқиғадан кейін Құран тәпсірінде ұстаз айтты да, қандай жағдай болмасын, әрбір нәрседен сабақ алуға, ойлануға тырысыңдар. Сол жерде сенің дұғаңның жауабы тұрған болуы мүмкін деп айтты. Белгі сияқты ғой, сонда бір. Иә. Осы бар ғой, дұғаға қатысты бір
қызық нәрсе айтайыншы мен. Негізі мына тыңдармандарға да үлкен не болсын да. Қазір енді біздің елімізде де кәдімгі туристік ел құсап, мына жан жағымыздан ашылып қарасам адам көп келіп жатыр да, шетелдіктерді көп көреміз. Мынандай екен, мен Түркияда жаңа 4 жылдан аса тұрғанда, Құдай маған көршілерді алдымнан шыққан, осы жерден мені шығарып сап бара жатқанда, бүкіл адам маған сақ болуды айтты. Өте қу халық, анау болады, мынау болады, абайлаңыз деген сияқты. Енді әркім өзінің басынан өткен нәрсені айтқан шығар, мені жаңа сақ болсын деп. Бірақ енді біз тәуекел етіп шықтық қой, сонда өте жақсы адамдарды кездестірдім да, сонда білесіз ба, мен соның барлығының аузынан естігенім, апта сайын біздің үйге 30 жұмыртқа кеп тұрады, үйдің жұмыртқасы, капы деп қояды ғой, сыртқы воротаға, неге охранаға беріп кетеді ше, и сүт кеп тұрады 3 литр. Сосын жаңағы жібереді бізге, сосын Мараттағы үнін кейін ай сайын жаңағы Трабзон деген жақтан 3 килограмм сармай келіп тұрады. Сосын оливковый май 5 литрдан келіп тұрады да. Соның барлығын жан жақтан жібереді. Сонда мені танитындар айтқан екен да, мына кісінің 5 баласы бар, мүсәпір, бұл сыртта жүрген адам, бұның дұғасы қабыл ғой, құр қалмаңдар дейді екен да. Сосын мен жаңағы ұяласың ғой, бірінші қорқақтайсың жаңағыдай, бұны беріп ертең не құрсын, бұның қанша ақша сұрап жүрер деп, сол сияқты нәрсе болды да. Содан кейін жоқ, өзіміз ала аламыз, бар бізде деп сөйтеміз ғой. Я, сен мені дейді дұғаңнан есіркеме дейді ше, сен маған дұғаңды неғып тұрсың ба, сенің дұғаң қабыл ғой дейді ше. Сөйтіп айтқан кезде барып кәдімгідей ойланып қалды. Сөйтіп жаңағыдай жіберіп отырады. Етерке бана дұға ет дейді да, маған тек дұға жасаш болды дейді. Сенің ешбір ақшаға дейді, еш нәрсеге сатып аламаймын ғой дейді, дәл сенің дұғаңды дейді да. Сонда мен жаңағы бүйтем ғой, менің иманым енді білмеймін, ондай не емеспін да, ана кісілер сияқты тақуа нем жоқ шығар, енді білмеймін да. Мен бүйтіп қараймын да, мама мына кісілер не деген не деймін да. Сонда жаңа дұғаның несін кереметін маған сол кісілер қатты түсіндірді да. Сыртта жүрген адамның, сосын жаңағы көп балалы екен деп жаңа не қылдып ше, ол енді ақшаң жоқ дегеніміз. Одан кейін бізде бір көрші не болды, 2 дүкен тұрады. Енді мен оны айтқам, бірақ дегенмен де сонда жаңағы бір дүкенге кірем ғой, танимыз ғой, абе мераба деп кіріп барасың ғой күнде, сөйтіп нан бір нәрсеңді сөйтіп кірсем, ана кісі маған нан сатпайды да жаңағышы, абе бірақ нан алам болып бере салшы деймін ғой, енді сөйтсем, жоқ анаған баршы дейді да, көрші магазинге. Сосын ай, немене мынау ревизия жасап жатыр ма, касса ашпады ма, түсінбеймін да. Енді ойым бар былай ғой, касса ашпаса да біраздан әкеп беретін едім ғой ақшасын, бір нәрсе сондай. Сөйтіп мен алды да ана жаққа жіберді. Сөйттім да сол жақтан барып алдым. Содан кейін 1-2 күннен кейін ол кісі мені тоқтатып алып айтады да, сен маған ренжіп қалдың ба дейді да. Сосын жоқ, ұмытып кеттім оны енді ше. Не болды? Сонда да не болды деді. Неғып сатпай қойдыңыз маған десем, айтады, менің саудам ашылды дейді. Сенде берекет бар дейді, сол берекет көршіге болсыншы дедім дейді. Машалла. Анау не деген нәрсе да? Иә, былай қарасаң бизнес аха. Менің саудам жүрді дейді. Сені білем, сендердің нелеріңде берекет бар дейді. Сосын айтады, ана көршіге әлі ешкім кірген жоқ, сендегі берекет соған барсыншы дейді. Ойбай, ананы естігенде, абе деп ананы құшақтап не деген. Сосын маған сол үлкен кісілермен әңгіме айтқан, сон айтады, менің балам оны жасамайды деп өзі айтып отыр, олар білмейді ғой. Бізді бұрын ата бабамыз сөйтіп не қылды ғой, көрдік дейді. Менің анау 7 атамнан бері қарай сауда жасап жатқан кісілер дейді да, бүгінде мынандай дүкен болдық дейді. Бұрын далада тұратым. Сонда әкем сөйтетін дейді. Не қылмаңдар, сатпа, ананыкін алсын, тұра тұр, ананыкі саудасы ашылсын деп бір-бірінге бит жасайтын дейді ше. Сонда ол нәрсе қазір жоқ болып баратыр дейді. Мен енді біліп тұрып, сені өзіме алып алмай анаған жібердім дейді. Вот не деген керемет нәрсе. Жүректер кең ғой. Иә. Негізі түріктерде сондай бар ғой. Бар. Не барсан, бірдеңе сатып алатсан, сізге чай керек пе, жүріңіз мына жерде бір күшті чай бар деп аппарат, өзінікіне аппарат обязательно чай алғызады. Хотя өзінде де чай болуы мүмкін да. Жоқ, ол бар басқасына алғызады. Бір-біріне деген сондай кеңшіліктер ғой. Егер бизнесте әр адам солай өзін партнерін ойлап тұрса, немесе даже өзін конкурентін, біз конкурент деп ойлаймыз, но конкурент деген дүние жоқ қой, вообще жоқ. Әркім ризығы, да, конкурент деген жоқ, соперник деген жоқ ондай. Соған жүрегімізді кеңейтетін болсақ, кез келген дұға да қабыл болады, кез келген ризықты бәрі көбейеді ғой бізде. Мен ойымша бізге соны үйрету керек. Балдарымызға да, осы саудадағы жүрген адамдарға да соны үйрету керек. Мен осы сыртқа шетелге бара жатқанда, мына жақта елде жүргенде жаңағы қайтыс болған әпкем қыздарын баға бересің, бұл жерде документ ештеңкеден проблема жоқ қой былай. Мысалға, соны шетелге шығып бара жатқанда былай ойладым мен.
тоқта тұра тұр, мен бірінші өз балаларыммен барып жайғасып келейін, сосын 2 қызды алып кетейін деген ой болды да, екеуін қалдырып кетемін деп. Бірақ ішімнен маза бермейді ше, жаңа документтерін ойлаймын қалай жасалынады екен, енді менде ешқандай опекун ештеңке жоқ та, соны былай не болар екен деп ойлаймын, білмеймін, тіл білмейміз ештеңке. Сосын бір кезден кейін қой дедім да, бір жағынан бүйтіп не қылдым, мүмкін Құдай осылармен бірге жеңілдік береді маған. Дедім да, я Аллам, сенің разылығың үшін мен алып кетейін, бұларды тастамаймын дедім да, тәуекел еттім дедім. Ары қарай өзің реттерсің деп сөйтіп шығып кеттік. Мама, енді жолымыздың болғаны, былайша айтқанда, енді Аллаға мыңда бір шүкір, бәрін бүйтіп. Білесіз ғой, біз барған кезде Айнұр әпке бір 2 ай болған сол жерде. Жаңадан 2 ай болып жатыр сол кезде барғанымда. Сөйтті да ол кісі маған күнде қашан келесің деп жатады. Соны үй дайындап қой деймін, ол бір бәрін білетін дейші. Кеш табамыз, сөйтіп барам ғой. Мен барып самолетқа отырам, ол кісі самолетқа отырады ғой Қазақстанға. Біз Қазақстанға кетіп баратырмыз, біздің квартираны алып қала салыңдар сендер, снимать етіп дейді да. Үйге кірсек 4 бөлмелі үй, мебелімен бәрімен, қалайын ташсақ жаңағы қазы-қартаға дейін тұр ғой. Сосын барда, я болды ғой деп сөйттік та, енді Алла тағала мінекей бізге уже несін бәрін неғып қойған ғой деп. Сол жерде қалдық қой тұрып, кейін ол кісілер қайтып келді, бірақ жоқ, сендерді қозғалтпаймыз деді да, өздері басқа жерден снимать етіп тұрып алды ғой. Сөйтіп сондай болды да, сонда бәрі реттелді. Жаңағыдай енді көп нәрседен қорқып жатады ғой, мысалы белгісіз бір білмей тұрған нәрсеңнен, бірақ Құдайға шынымен де Құдайдың разылығы үшін істеген нәрсе, ол всегда Құдай өзі сені бәрін реттеп тастайды екен да. Мен үшін сондай нәрселер өте көп нәрсе бар. Сосын менің ойымша дұға қабыл болу үшін адам ойы таза болу керек сияқты. Иә, ішкі әлемі. Ойы таза болмаса, ол қанша жерден дұға жасаса да, ол бәрібір бір қате, бір кемшілік болып тұра беретін сияқты менің ойымша. Ниеті дұрыс болмаса. Иә, ниет дұрыс болмаса. Анандай, енді оны психологияда, мысалы мен өз басым ішкі әлемді деймін да, мысалға ішкі әлеміңді тазалап, ішкі әлеміңді элементарный бетімізді былай алып қарасақ та, мысалға оны қанша жерден сен пластик жасап үйт да, былай қарасаң, оны ішкі әлем таза болып тұрғанда мынаны қанша жақтан жасасаң да болмайды ғой бәрі. Ал енді оны шынымен әдемі қылуға болады, ол үшін ішкі қоқысты тазалап, ол сенің түгел тамақтануыңнан бастап таза кәдімгі дұрысталуың керек та, соның бәрін реттеп келгенде ол адамның жүзіне беріп қоятын сияқты да сұлулықты. Одан кейін сен өзіңдегі Құдайдың берген ешқандай косметолог жасап бермейтін шеберлікпен беріп қойған сұлулықты көретін сияқтысың да сондай кезде. Оны көру үшін де ішкі әлемді тазалап, бір көкірек көзіңді ашуың керек сияқты. Көздегі бір қабат пленканы тазалау керек та. Сол кезде ойың бәрі. Енді сыртқы қазір шынымен де жаңағыдай сыртқы көп қой, сізге де бізге де хабарласатын қыз келіншектердің барлығында бүкіліндегі проблема жаңағы ақша. Әйелдер қате ойлайды, жаңа ақша тауып алса мен бүкіл нәрсем реттеліп кетеді деген сияқты. Америкаға апарып қойса да сол қалпында, сол ішкі қоқыспен Америкаға апарсаң да ол адамда бәрі солай болады да, Құдайға также недовольный болып жатады, неге бұлай, неге солай деген сияқты да. Сондықтан қазір отырған жеріңде қандай үйде отырсың, қандай жерден, осы жерден бастап ішкі әлеміңді тазалауға ниет етіп, өзің бір әрекетті жасасаң, Құдай реттеп бірінен бірін көрсетіп қояды да, сосын ары қарай тазалану басталады ше. Машалла. Ал мысалға мынандай нәрсе бар да, мен көптеген оқырмандардан хат аламын, әсіресе аналардан. Мен аналарға қатты мән беремін ше қазір. Байқап отырсақ, енді қазір үлкен проблема шығар, мысалы жастардың лудомания, жаңағы игроман болып кетуі, енді көп қой, жаңағы ақша тігіп қанша бір ойын, қайды бір кино көруге бір не қалсаң, алдынан неше реклама шығады. Телевизордан қаншама реклама шығады да. Сол кезде көп аналардан хаттар келді, әйел кісілерден. Мысалы күйеуім неше жылдан бері ішіп жатыр. Балам 5 жыл, 10 жыл болды, жаңағы сондай ойынға кіріп кетті. Үйдегі сатпаған нәрсесі қалмады. Мысалы жаңағы келінімен ажырасып жатыр, бүйтіп жатыр деген нәрселер көп. Бірақ дұға етемін, неге дұғам әлі қабыл болмай жатыр дейді да. Өзім балам, мысалы пайғамбар салам айтты ғой, ананың балаға жасаған дұғасы қабыл деген. Неге қабыл болмай жатыр деп айтты да, деп сұрайды. Сосын енді мен Алла жақсы білуші ғой, мен бірінші айтатын, бұл жерде міндетті түрде сабақ бар деп ойлаймын мен, әр адам үшін. Сіздердің ойларыңыз осыған байланысты. Ол кісі мысалы неге дұғам қабыл болмай жатыр, мен балама дұға етіп жатырмын, ол жаман нәрседен арылсын деп тілеп жатырмын деп айтады да. Меніңше енді негізі ешқандай ата-ана
баласын жаман болсын демейді ғой, Иә. баласын жаман болсын демейді, жаман нәрсе жасамайды. Жалпы ата-ана тақырыбы мен үшін андай не да, не обсуждается деймін да, ол ата-ана болды, оны біз кінәлай да не аламаймыз. Ал енді ата-ана егер балаға қатысты болса, мен енді әрине бір нәрсе деп айту қиын, біреуге ақыл айту әлдеқайда оңай ғой, мысалға не қылмағаннан кейін. Бірақ мен балаларымда элементарный бір нәрселерде, балам менің кола ішпесін, су ішсін десем, мен соған пример болып күнде су ішіп көрсетуім керек та денсаулығымда. Балам менің кітап оқысын десем, мен өзім соның алдында кітап оқуым керек. Алдымен мен өзім оқуым керек, менің жағдайымда. Енді бала тәрбиесі туралы айтқанда. Балам, білмеймін, ерте тұрсын десем, мен ерте тұрам, соның кейін ерте тұрғанның несі туралы өстіп шайдың басында әңгімесін айтып берем. Әлгі кітап оқығанда расында да менің балаларым таңертең жаңағы көздерін ашқаннан жұмғанға дейін менің кітап құшақтап, кітап жинап бір нәрсе айтқанын көрген, қазір жарысып оқиды да. Ал енді бала жаңағыдай көбінесе мен ойлаймын ортада әсер етеді ше. Баланың жалпы адам қай-қайсымыз болсақ та қалыптасуымызға үйде бір 20% тәрбие болса, қалған 80% бізді қоршаған орта. Кіммен дос боламыз, не көреміз, не оқимыз, бұл кітапта біз тәрбиелейді, бұл ютубтан көріп атқан дүниемізде, я болмаса инстаграмнан кешке дейінгі қарап отырған дүниемізде бізге тәрбие беріп жатыр да. Сондықтан меніңше бұл жағдайда енді білмеймін, үйде бұл кәдімгі отырып дұғадан бөлек те баланың арасындағы әңгіме екен, мүмкін ата-ананың өзінің бір қандай да жаңа қалдырып кеткен мынандай бір нәрсе бар. Мен жалғызбасты ана болып, мысалға 5 баланы өзім тәрбиелеткен жайым бар. Бірақ осындай аналар бір баланы күйеуімен ажырасып тәрбиелегеннен кейін олардан андай чувство вины болады да. Мен баланы әкеден махрұм қылдым, яғни мен осыны бір жартылай не қылып тәрбиелеп жатырмын деп ойлайдағы, олар баланы материалдық тұрғыда еш нәрседен кем қылғысы келмейді. Өте үлкен қателік екен да, бүкіл оның киімін де алып береді, барлық нәрсесін сотка шыға салысыменен айфон бәрін алып беріп жатады. Киімдерін қарасаң, кәдімгі бренд киімдерді кигізіп жатқан. Мен оны ойдан шығар емес, мен оның маңайында жүрген таныс адамдардан көріп та. Мен сонда біріншісі, сосын олар жалып жасап жатады ғой. Айтады екен, ана Камшаттың баласын қараш, Нұржанды қараш, бір нәрсе екеуінің деп сөйтіп айтып бастаса, оның баласы наоборот оған айтады екен, сен Камшатта теге өзің қара бір нәрсе деген сияқты. Сосын маған ана звондайды ғой, өстіп жатыр. Мен айтамын, сен балаңмен қашан таңға асқа іштің деймін да. Күнде ішіп отырмыз ғой үйде дейді. Жан үйде ішкен бір бөлек әңгіме. Ол баланы алып сен көңіл бөліп, оны жетектеп апарып сөйлесіп, әңгіме айтып, қыдырып, жүріп, уақыт, внимание. Мен балам қалтасында білмеймін, 5 мың теңгесі бар ма жоқ па, ол белгісіз да, бірақ ода мен бар екенін біледі. Балам артында күш тұрғанын біледі. Ол жаңағы бөлісе алатын досы бар екенін біледі да, ол сырттан ешқашан іздемейді. Қыз болсын, бала болсын, ол менімен бөліседі, менімен сырласады да. Сондықтан бұл жерде енді көбінесе ата-ана менен баланың ортасындағы нәрсе дұрыс болу керек, қарым-қатынас, мысалы барлық нәрсе дұрыс болу керек та. Сен Ника қазіргі балаларға өзің бір нәрсені істемей жатып оны істете алмайсың. Мысалға сен өзің кітап оқымайсың ба, бұрынғыдай жаса деп өзің біз ол қорыққанымыздан жасайтынбыз. Біздің тәрбиеде қазіргі балалар қорықпайды бізден. Қазіргі балалар оны кәдімгі өзің айтады. Іңкарға жатар кезде мен телефонға тез инстаграмға жауап берейінші деп жатыр. Өшір телефоныңды жат деп жатсаң айтады. Мама, сен де қосып отырсың ғой дейді да. Сосын анаған не болу үшін аласында бәрін жинап өшіріп сөйтіп істейсің да. Әйтпесе кәдімгідей өзіңе былайша айтқанда мат. Тек дұғадан бөлек. Бір амал, қарым-қатынас, ашық сөйлесу, кез келген нәрсе ол сөйлесу арқылы да. Ата-анамен сөйлесу керек. Мұнда сөйлеспейді, уақыт жоқ. Мен сыртта жүрген бар ғой, 4,5 жылым. Мен көп ақша таппаған шығармын да, бірақ мен одан да құнды дүниені қалыптастырдым. Мен балалармен қарым-қатынас, бүкіл нәрседен ысырылдым. Мен көп қыдырмадым, той-томалаққа, бірақ менің күнімде, қыдыруымда, бірге отыруымда ол үйде болды. Балалармен ұрысу, оларға айқайласу, онымен тамақ ішу, улап-шулап, бірге жүру, бірге киноға бару, жаңағы әрқайсының енді 5 адам 5 әлем ғой. Оның әрқайсысын сен 5 әлемнің тілін табуың керек та, былайша айтқанда. Сөйтіп сондай нәрсені, сондықтан ата-ана енді қазіргі балаларға тем более бүйтіп көңіл бөлмесең, оны
тикток пенен инстаграм или там Тәрбиелейді. солар тәрбиелеп кетеді да. Ол кезде біз уақыт ақша табам деп жүредім, мен бүйтіп жүредім деп, оның бәрі далаға кетіп қалады. Ол уақытты қайтарып аламай қаламыз ше. Мен бала дегенде тонкий тақырып, мен оған кәдімгідей бүйтіп кіретін адаммын да. И мен всегда естіген нәрсем практиковать етемін. Ана балаларым подобный кролигім деп айтамын ғой, оларға жасаймын барлығын ше. Бірінші соларменен не жасап көрем. Енді бұрынғыда әжелер, әр үйде бір әже отырса, ол басқа әңгіме, дұрыс па? Жүн түттіріп қоятын бізге, ұршық үйретін, біз бір нәрсені айтып сөйтіп алдаса көніп, мұрныңнан моншақ шығады десе, сеніп күннің астында жүріп тұрып жүн түттік. Қазір ол жоқ ондай ата әжелер ше барлығы. Сондықтан қалада жүрген кісілер міндетті түрде, енді қыз келіншектер бәріміз не ғой, бала тәрбиелеп отырып, балалардың болашағы, бала үшін деп өмір сүріп жатқаннан кейін, ең бірінші оны ақшаменен құтыртып алады да, осыға құтыртып алады ше. Мен көп білем, балаға, мамаға қарап сөйлеп жатқан балаларды көріп жүрегім ауырады мысалға да. Сондықтан баланың кәдімгі жан әлеміне бірге кіріп, соның тілін түсініп, тілін тауып, соның тілімен сөйлесу деген сияқты нәрсенің бәрін. Енді ақпарат көп қой, бірақ мынандай нәрседен аулақ болса екен деймін мен. Ұнамайтын нәрсе жаңағы әр әлемнің өзінің, адамның өзінің шекарасы бар, әлемі бар да. Ол да керек шығар, иә. Психологиямен, бірақ бізде қазақта күшті тәрбиеледі ғой. Мысалға, бауырмалдық деген нәрсе кетіп бара жатыр да. Бауырмалдық деген нәрсе болу керек, туысқандық деген нәрсе болу керек мысалға да. Баланы әрбір кружокқа сөйлегенше, мысалы, бауырлардың үйіне апару деген сияқты нәрсені өзім құп көремін ше. Сондықтан жаңағы тақырыпта бұны енді бұл қоғамның дерті болып кетті ғой қазіргі таңда. Сондықтан ата-ана көбірек баламенен жақындасу керек бұндай жағдайда ше, сөйлесу керек. Мүмкін баланың ішінде бір жарақаты бар шығар, бір нәрсе бар шығар, білмейтін да, оның орнын сонымен толтырып жатыр ма, мүмкін баланың уақыты бос па, уже от жирности тоже мысалға не болады ғой, ақша бере берсе де, балаға өзіне тапқызып, енді оны шынымен де басымыздан не алмағаннан кейін білмейсің, бірақ дегенмен бала тақырыбында ол ата-ана тікелей. Сіз қалай ойлайсыз, Марзия? Иә, толық келісемін. Бағанағы лудомания дейді ғой, иә, ішетін болсын, компьютер ойын болсын, букмекер болсын, ол іштегі бір бос орынды толтыруға тырысып жатыр ғой. Бос орын неге? Өйткені басқа адамдармен эмоционалды связь жоқ, значит. Эмоционалды связь болмаған кезде, мысалы, балада ата-анамен, ол бағанағы интернетпен, болмаса инстаграммен толтырғысы келеді, тиктокпен. Өйткені бос орын бар. Неге бос орын? Өйткені ата-анасымен связь жоқ, эмоционалды. Ол, знаете, даже может быть физически әрдайым қасында, бірақ эмоционально мама холодная. Баласында заинтересованность жоқ. Өмірінде не болып жатыр, неге қызығады мен балам сияқты деген сияқты. Сол кезде ғана ол сонан ұрынатын болады. Енді өте терең тақырып, негізі. Өте терең тақырып, өйткені кейде балдар ата-анасына тәрбие болып келеді ғой. Ата-аналарын қатты тәрбие. Мысалы, бір адамдарды алайық, иә, өмір бақи біреулердің келіндерін сынап жүреді. Біреулердің келіндерін жамандап жүреді. Кім келін түссе, келін мына жер жақсы, мына жер жаман, ана деп көп айтатын болады да. Дәл соларға бала шағасы қандай келін алып келеді. Енді өмірдегі ең жаман келін бар ма, соны алып келеді ғой. Обязательно бүкіл қай жерде не айтты, сол қасиеттің бәрін бір адам бойында болады да. Балдары кішкене кезінде қатты мақтанады, мысалы, ой, мен балам осындай керемет, одан ақылды ешкім жоқ. Мен өзімді айтып жатырмын, мысалы, үлкен балам 5 жасында, 6 жасында барлық жерден бірінші орын алады, бәрін жерден не деген мақтанатын. Потом 12-ге келген кезде облом қылды да мені, страшно. Мені қатты тәрбиеледі ғой. Сол кезде мен түсінгенім, ешқашанда бала шағамен мақтануға болмайды. Ешқашанда оның бір өміріндегі жетістіктер менікі деп алуға болмайды. Міндетті түрде ана бала сізді тәрбиелей бастайды екен да. Содан кейін мен бір шекеме қатты тиген нәрсе, ешқашанда бала шағаны ешерде мақтауға болмайды. Оны менікі сондай керемет, мен тудым, мен тәрбие керемет бердім деп ойлауға болмайды. Ол Аллахтың пенделері. Бұл өмірге мен арқылы келді, маған аманат, бірақ олар менікі емес та. И оларға да бір тұлға ретінде қарау керек. Оларға жақын болуға тырысу керек. Олармен именно анау ішіміздегі дүниені ашып көрсету керек. И олар да дүниелерін ашып көрсетеді. Ішкі дүниесін ашып көрсетеді, егер мен дайын болсам оған ашылуға. Сол жақын болу керек те баламызбен. Өте келісемін сізбен, ақшалай жабуға тырысады. Өйткені уақытпен, көңілмен берген, ақшамен берген оңай ғой. Солай жабуға тырысады, немесе қымбат бір подароктермен, қымбат киіммен беріп тырысады да, солай жаба салайыншы деген сияқты. Елдің баласынан кем қылмайын деп, әкесі жоқ деген болып саналмасын деген сияқты. Өте үлкен қателік. Маған консультацияға келді, осындай бір коллективный консультация болып жатқан кезде бір қыз қатты жылап жатыр да, өзінің жасы 18-де. Қатты жылап жатыр.
и мамасы мен папасына өте үлкен несі бар да, өкпесі бар. Не болды десем, мамам кезінде былай істеді, мамам солай істеді. Енді бір проблема сандай да, мамасы мектепке баратын кезде ұнамайтын көйлек кигізіп жібереді оған, өйткені мектепте сондай да, енді осылай киім киесің, оны ұнамайды. Немесе мамасы өз мектепке келген кезде она себя ведет так, как ей не нравится, сондай бір мәселелер да. А былай қалай өссін деп сұрасақ, мамасы мен папасы азынан кешке дейін екеуі де 3-4 жұмыс жасаған. Осы қызға бірінші iPhone шыққан кезде осыған алып берген. Бірінші қымбат киім болса осыған алып береді, бірақ бәрін алып берген. Ноутбук болсын, макбук болсын, неше түрлі сол қыздан естідім, неше түрлі нәрселер бар екен ғой, мынау айфон сағаттары бар ма, бірдеңкелер бар екен ғой, көп. Бәрін алып береді деді, бәрін алып береді, киініп алған бәрі күшті. Бірақ мамасы мен папасына мүлдем рахметі жоқ. И обида деген выше крыши просто. Сол обидамды айтуға келдім дейді. Көрдіңіз ба? Бір жағынан шүкірсіздік қой. Шүкірсіздік. Не үшін ондай болды? Өйткені бәрін алып берген, бәрін берген. Жүрегінде благодарность жоқ. Ешқандай ноль просто. Қадірін білмейді ғой анандай. Түсінген жоқ. Бізге баяғыда білесіз ба, носки алып келсе қандай оны бүйтіп тұрып ана қойыпшы мысалға. Менде мынандай нәрсе болды, балаларға, қыздарға бір күні шетелден келгенде киім алып келдім. Әрқайсысына бір-біріне, ол енді қымбат, енді жақсы, шетелден жақсы деп алып келген түрім ғой. Содан 0 эмоция аналарда ше. Алды да деп бүйтіп қойды. Ойла, мен әлі күтіп тұрмын да аналар қазір бүйтіп вау деп маған жаңағыдай не қылады деп. 0 эмоция. Сосын бір кезде бүйтеді ренжіп, қанша теңгеге алдың, шыныңды айтшы дейді да. Сосын бір кезден кейін нормально қымбат деп тұрмын ғой десем, сол ақшаны өзіме берсең ғой, мен базардан барып мынандай 5 рубашка алып келетін едім дейді да. Содан кейін алла дедім де, содан кейін киім алмайтын болдым. Бірақ олардан андай оны да кішкентайынан не қылуымыз керек шығар. Жоқ екен, киіммен ауыру, жаңағы телефонмен ауыру, бір нәрсе деген нәрсе жоқ. Бірінікін бір киіп, бірінікін бір ұстап, сондай нәрсеге үйреніп кеткен да. Оған еғанда мектепте оқығанымызда біз алтауымыз бір-біріміздің киіміміз киіп өсіп, жаңа киім арман ғой. Үйде мен еще ең кішкентай қыз болдым да, өмірі не қылмайтынмын ше. Қалған киетінмін да. Сосын ал менің бір класстастарым болатын, бірақ үйдің бірақ қызы да, ананың өзінің бөлмесі бар, ананың өзінің жаңағы бүкіл нәрсесі бар. Жалғыз өзінің зубной, былайша айтқанда, щеткасы, пастасы бар деген сияқты біз білмейміз, ондай біз болды ма, болмады ма, если қазір ойлап қоямын ғой, біз қалай жуушы едік дегенде. Сол сияқты сөйтіп өскен қыз, бірақ сол нәрсе өте эгоисттік. Бүкіл нәрсені әке шешесі соған әперетін, елде жоқта киетін, жаңағы елде жоқта соның жағдайы жасалғанда, бірақ енді неден да бүйтіп қарайсың ғой, тәрбиеге келгенде ойланасың да, жаңағы мен әсіресе психологияда қазіргі кісілердің баланың өзінің шекарасы, ойбай ол бала сабағын оқу керек, шулайды балаларын кигендей деген сияқтыларды естимін да. Ойбай біз не болған, соны бүйтіп қарадым, соны салыстырамын ғой бүйтіп ше. Қай нәрсе дұрыс? Шекара ұстаған бала қалай болып өсті? Қазақта шекара ұстамаған бала қалай болып өсті да? Сонда қарасаңыз, жаңағыдай біздер бауырмал, біздер ата-ананың қадірін білетін, әрбір нәрсенің қадірін біліп өстік ше. Ал енді десе мә деп, десе мә дегендер шынымен де қадірін білмейді. Бүгінде ондайдың да нәрсесі бар. Любой нәрсенің жемісін уақыт өте келе алады ғой енді ше. Сондықтан осының бәрін қазірден негізі бар ғой, қыздар бізге көп мамалар жиналып бір балалардың тақырыбын айту керек екен, иә? Негізі ше. Керемет тақырып қой. Өте тамаша тақырып қой, и керек тақырып та. Пока жастарға берілетін, айтылатын нәрсе. Ана мамамдар қарап таңғалады ғой біздің мысалға ата-аналарымыз ше. Ой, пырмай, біз деген бүйтушек ше. Жоқ, олны үйте алмайсың бұл балаларға. Өйткені бұл балалар басқа балалар. Мүлдем басқаша бала. Бұлардың ойлауы, сөйлеуі, сұрағы мүлдем төбеден жай түскендей сұрақтар қояды ғой. Таң қаласың да, біздің духымыз жетпейтін нәрселерді, оған біздің вообще неміз жетпейтін нәрселерді жасайды. Сондықтан жаңағы бұл тақырып көп қозғалу керек негізі. Мысалы дұға еткен кезде, мысалы сізде 4 бала, сізде қанша бала? Сізде 5 ғой Марзия? 5. Машалла. Қараңыздаршы, 5 балаңыз 5 түрлі нәрсені қалайды. 5 түрлі мінез, 5 түрлі болмыс, ой. Дұға еткен кезде әрқайсысын жеке-жеке дұға етесіздер ма? Мен мысалы әрқайсысының атын айтамын да, осы мысалға өздері үшін қайырлы, ең сүйікті кәсібін тапсын, жұмысын істесін, өзінің жаны қалайтын нәрсені істесін, жаңа жолдары ашық болсын, осындай болсын, иман ешкім хақысына кірмейтін болсын, адалынан болсын, әйтеуір астары. Соның бәрін дұға қыламыз енді, тілейміз ғой Құдайдан. Мен ең көп тілейтінім оларға жар. Қыздарыма жақсы күйеу. Ұлдарыма жақсы келін.
кішкентайда мен Иә, қазір жоқ, бастап күйеуді қатты иә, тілейміз күйеуім қызымды бүйтіп сүйіп қалай мен бұны тұрмысқа беремін деп бүйтіп қарайды да қызынашы бүкіл ер адамдар сондай екен сөйтіп ғой, иә иә? сөйтіп переживать етеді ғой соны айтамын дұға тіле деймін ғой ол қазірден бастап дұға тіле сол кезде күшті келеді Иә, иншалла деп солай да Мм. сондай қатты тілейді екенмін мен өйткені білемін да егер семьяда адам бақытты болса ол адам далаға шыққан кезде кез келген әлем оған оңай кез келген дүние оған Иә. оңай болады қолынан бәрі келеді өйткені сен семьяда бақыттысың жарыңмен бақытты болсаң ол дүниеде бәрін алуға болады иншалла поэтому сондай мен ойлаймын бәріне де сөйтіп айтамын балдарына қыздарына жақсы жар әйел келін күйеу жақсы тілеу керек иншалла Ал мысалы мынандай бар ғой, мен мынандай күйеуді тіледім алла тағаладан дейді, немесе мен мынандай баланы тіледім дейді да, бірақ мен бала мүлде мінез басқаша, мен күйеуді мынандай бір күйеуді сұрадым алла тағаладан, бірақ маған алла тағала басқа бір күйеу берді, басқаша дейді да, сосын ол хайырмен деп айтса, ол хайыр алла тағала саған осы арқылы бір берекесін беріп жатыр, негізі осы арқылы тәрбиелеп жатыр деген кезде оны түсінбейді негізінде. Қалай түсіндіретін едіңіз осыны психология бойынша? кез Мысалы мен келген дұғада басқаны тілегемін негізінде дейді да. өйткені ол дұға арқылы хотела просто как потребитель семьевластвовать, контролировать и маған керек, маған оңай, бүйтіп қалсам мен айтқанымды істейтін адам Удобно, керек, удобно керек болды да. Ол тірі адам ғой, ол да Алланың пендесі, ол да бір әлем ғой, күйеу мысалы да, басқаша. Не үшін ондай келді? Бұған тәрбиелеуге келді. Бірге өсу үшін келді. Өйткені оған қолайлы, ыңғайлы адам келсе, бұл өспейтін еді. Негізі мен айтамын, күйеуіміз менің ішімдегі былай ашылмай қалған бутондар бар ғой, гүлдер, соны ашуға келеді. Мысалы мен ерке өстім да, мен күйеуім келді, мен тәрбиелеуге келді, өте қатты тәрбиеледі. Өйткені мен ерке болғаннан кейін ішімдегі бутондар ашылмаған. Ол келеді да маған тәрбие арқылы ішімдегі бутондарды ашады, гүлдерді. Ол потенциалдар ма сонда? Иә, потенциалдар, адам Аллах берген бір дар болсын, талант болсын, бір жақсы әдет болсын, мінез болсын, кез келген нәрсе іште тұр ғой. Соны өсіру, соны ашу керек, оны дамыту керек. Күйеуім соған көмектеседі. Қалай көмектеседі? Кейде өзінің мінезімен, кейде өзінің жаман іс-әрекетімен, бірақ маған соны ашуға көмектеседі. Бағанағысы айтып жатыр ғой, даже бала шағасынан лудомания, бір тыңдамайтын деп, иә. Ол әйелге нені үйрену керек? Даже сондай неудачный ребенок деп тұр ғой, сол неудачный ребенокқа өзінің жүрегін ашу керек, кеңейту керек. Сол баланы выдерживать надо. Выдерживать и смотреть на него с милосердием. Даже если ол бала неудачник, мысалы. Маған көп айтады, сіз еркекті мақтайсыз, жақтайсыз деп, жоқ, ешкім жақтап жатқан жоқпын. Ішу, компьютер ойнау, олимп ойнау, оның барлығы харам, ол дұрыс емес әрекет. Мен оны білем. Мен оны дұрыс деп ешқашан айтпағанмын. Ол дұрыс емес. Бірақ бұл адам Алланың алдында өзі жауап береді. Мен мысалы ана ретінде немесе әйел ретінде өзіме жұмыс жасау керекпін. Неге менің қасымда осындай адам, неге менің балам сондай болды? Соны ойлану керек, жүрегімді соған кеңейту керекпін. Жүрек кеңейген кезде әйел адам действительно көркем мінезді болған кезде мына проблемалардың барлығы шешіле бастайды. Неге? Өйткені бұл проблеманың миссиясы менің жүрегімді кеңейту болды. Жүрегім кеңейді ма проблемаға, проблема кетіп қалады. Қандай әйелдің жүрегі кеңеймейді осы мәселеде? Потребитель. Барлығы мен ойымша болу керек, менің сөзімше болу керек, мен ішімнен не шықты солай болу керек, бітті все. Менде бір картина бар, сол картинаға сай болу керек. Потребительдер, олар ешқашан да жүректерінде шүкіршілік жоқ. Не берсен де ондай емес. Бүкіл әлемді әкеп бересіз қой оған, что-то не то. Бұл емес, маған басқа әлем бере салыңызшы, сөйтіп тұрады. Ол сондай. Ешқашан да дұғасы қабыл болған күннің өзінде де ол рахмет шүкіршілік жоқ. Қабыл болса да ол жүреді содан. Маған көп әйелдер келеді, мынаны қатты армандадым, қолым жетті, вообще өзін бақытты сезінген жоқ дейді. Басқаны армандадым, оған да қолым жетті, вообще жүрегімде бір бақыт болған жоқ дейді. Не үшін? Өйткені ол потребитель. Оған не берсеңіз де ол ешқашан шүкіршілік болмайды. Сондықтан айтқан ғой, Аллах саған не берді, соған шүкір етсе, көбейтем. Шүкір ету деген шүкір айту емес қой, тек ауызбен емес, шүкір ету. Да, ол іс-әрекет болып тұр ғой, шүкір етсек қана Аллах бізге оны көбейтеді екен. Ол шүкір ете алмайды. Ол только ала алады. Оны вдох жасайды да, выдох жасағысы келмейді. Шығын болмау керек ол әйелде, тек келу керек оған. Өйткені ол потребитель. Ол вдох жасайды и демаламай қалды да. Жарылады бір күн, шығын болу керек. Ол выдох жасау керек. Она должна уметь служить. Она не умеет служить, она умеет только потреблять и получать. Күйеуін желкесінен бәрін шығарғысы келеді, бала шағасын желкесінен шығарғысы келеді, бәрі жерден бәрін жұлып алғысы келеді. Алла тағаладан да солай алғысы келеді. Аллаға да сол. Ол даже намаз оқыған кезде бүйтеді, Аллах, мен намаз оқып жатырмын, маған ананы беру керексің. Шартпен да. Бәрі жерде шарт ол әйелде. Ол өте қатты, мен ойымша, бақытсыз әйел. Ол өзі қиналады. Ондай болмайды. Жүректі кеңейту керек.
өзім нәпсіме айтып жатырмын, сразу айтайын. Өйткені байқарсаңыз анау асыл аналарымыз бар ғой, жәннатпен сүйіншіленіп қойған. Енді мен үшін идеальный адамдар да. Қараңшы, олар мінез құлқысы қандай? Мінез құлқысы қандай? Қандай дұға етеді олар? Өздерінің қара басын ойлап отыр ма? Ондайлар. Солардың мінез құлқысын оқып, солар туралы біліп таныған кезде ұялып кетеміз ғой. Ұялып кетеміз, мынандай ойыма да кіріп шықпайтын еді мысалы дейсің ғой. Тек өзіңді ойлап тұрасың ғой любой жерде. Ондай болмайды. Біз өскен сайын, үлкен болған сайын жүрегіміз сол кеңею керек. Қазіргі таңда мынау Инстаграм болсын, басқа болсын, соны үйретіп жатыр. Адамның жүрегін наоборот тарлатып жатыр. Айтпашы. Сторис болсын, соны Мишура дейді ғой, соған талпынамыз да, маған, все бәрі маған болу керек. Ондай болмайды. Ал мынандай нәрсе бола ма? Дұға енді өткенде біз бұл тақырыпты бір рет аштық та. Адам қалайтын нәрсені сұрайды екен, және жақсы көрген нәрсені сұрайды екен. Мысалға, мен Алла Тағаладан машина сұрап тұрмын. Аллахым маған машина бер, мысалға Мерседес бер деп сұрап жатырмын да. Бірақ ана Мерседес алғаннан кейін менде мүлдем оған деген қызығушылық жоқ. Мүмкін соны хотелкадан ол. Сондай емес па? Мысалға мен өзім көп естимін, мысалы көп естіп жатамын да, мен осыған қалайда жетем, өмірімізде болды да менде де, қалайда жетуім керек деп соған жеткеннен кейін оған деген қызығушылық жоқ. Одан кейін оған байланысты адам шүкіршілігін де айтпай қалады да. Неге? Өйткені оған деген қызығушылық жойылып кетті. Негізі анандай дүниенің нәрсесінде, енді дүние, үй дейміз ба, көлік дейміз ба, жаңағы киім дейміз ба, білмеймін, мен енді ондай нәрсе өмірімде сұрап көрмеппін, енді үй, көлік бір нәрсе бере қоймаған деп ше. Ақшаң бар аласың сен жұмысты. Мен жаңағыда үйрену деген нәрсені көп сұрайды екен. Мысалға, мен мынанша тіл үйренсем, соған менің зейінімді ашы деген сияқты да, мына жаққа балаларымды апарсам, солармен ел көрсетсем, жер көрсетсем, мысалға да, визамызды шығаршы сияқты да. Балаларымыз күшті екен. Сондай бір анандай, маған бір ішкі әлем өсетін, ішкі әлемге керекті деген нәрселерді ше, енді дүниенің нәрсесі білмеймін, өзінен өзі реттелі не қылып жатады ғой, ол бір былай ғой, қарны ашқан адам нанды ойлайды да, қарны аш адам нанды ойлайды ше, нанды уайымдаймыз да, ол кез болды мысалы бізде де. Сол сияқты әрбір адам өзінің бір деңгейінде дұғалар болады ғой, мысалға да. Мен солай ойлаймын, біліміне, өзінің ше, жаңағыдай ішкі әлеміне, өзінің соған қарайды. Көп жағдайда мына дүниенің нәрселері бұл бір хочу деген әшейін хотелкалар сияқты да, бүйтіп қарасаң, оны мен ешқандай ішкі әлемге толып бақытты болып кетпейсің ғой, да, машинаға міндің, күшті бүйтіп жүрдің да, ол қаншалықты сен не боласың, бір күн екі күн бүйтіп қарайсың да, былай нәрсе жоқ та, сондай бәрібір ішіңде пустотаны сезіп тұрасың да. Сондықтан менің всегда ұстанатын нәрсем, өміріңде бір нәрсе не тома, саған бір нәрсе ұнайды, ішкі әлеміңді өзгер, ішіңнен ізде, өзіңнен ізде деймін да, всегда өзіңді өзгерт, өзіңді тәрбиеле, значит өзің жаңағыдай ойлаған бала, ойлаған келін, я болмаса ойлаған күйеу деген нәрселер болмаса, оның бәрі сабақ қой, мысалға да. Конечно, мен балама анандай өзім қиялымда бір келін болды, соны қалайсың, бірақ ол адам мүлдем басқа әлем, оның таңдау вкусы басқа әлем, тамақтан бастап да. Ол менен шыққанымен, оның тамақты бәрін көз қарасы, таңдауы бөлек нәрсе. Сондықтан ол өмірімізге келген адамның бәрі мен үшін сабақ, тек қана сабақ, бір сабақты беріп кетуге келді да. Ол сабақ деген не? Значит, мен өзім ішімде сондай бір нәрсе жатты. Соны тәрбиелеп шығарып, нәпсіңді жеңіп, сындыратын жеріңді сындырып, өзіңмен өзіңді алыстырып кетеді да, былайша айтқанда. Сондай нәрсе. Ал сіздің ойыңызша? Мен ойымша, бұл дұрыс негізі. Мысалы, дүниеге қызықты ғой, алды машинам, өзінің көзі жетті. Бұл оказывается маған тыныштық бермейді екен. Басқа нәрсеге қызғаншы, қайттан басқа нәрсеге қол жеткізді. Бұл да маған тыныштық бермейді екен деген адам солай Аллаға жетеді ғой. Бір күн ол түсінеді, Алладан басқа оған ешкім керек емес екен, Алладан басқа тыныштық ештеңе орната алмайды екен деп, ол осы дүние арқылы мен ойымша Алланы табады. Біздің дұғаларымыздың барлығы Аллаға жақындау үшін сияқты. Негізі біз Алланы іздейміз. Не сұрасақ та Алланы іздейміз, дұға етеміз. Өткен бізде осы аят сырлар деген сабақта осы нәрсені айтты да. Адамның қалауы болады екен, жақсы көретін нәрсе болады екен. Мысалы, машинаны Алла Тағаладан сұрап жатыр да. Сосын Аллахым неге болмай жатыр деген сияқты. Егер адамда сондай бір нәрсе болса, ол ойлану керек дейді да. Мысалы, Алла Тағала бірінші дұғаны қабыл етеді, яғни сұрағанын береді, кез келген нәрседе. Екінші, сұраған нәрсесін қияметке қалдырады,
үшінші сұраған нәрсесінің орнына жаман нәрсені қайтарады екен. Ал біз тек қана сұраған нәрсемізді уақытылы алып, тезірек сол нәрсені көруге әдеттеніп қалғанбыз. Және одан кейін мынандай нәрсе бар екен да. Алла тағала бізге жақсы көрген нәрсеміз емес, қалаған нәрсеміз береді екен. Шын қалаған нәрсемізді. Мысалға, машинаны сұрап тұр, бірақ оны просто жақсы көріп тұр. Мүмкін оның әкесі қалаған машинаны. Әкесі қалаған үшін ол жақсы көрген болуы мүмкін. Бірақ оны негізі өзі қалап тұрған жоқ. Сосын оны қоймай сұрайды, Алла тағала бергеннен кейін оның несі құны түсіп кетеді. Өйткені оны жай ғана жақсы көрген, шын оны қаламаған екен. Өйткені хотел доказать родителям, қасындағы подружкаларіне біреуге бір доказать ету керек болды да. Көрдің бе, мен де осыған қолым жетеді деген сияқты. Сол кезде ол келеді, жүректе бір удовлетворение болмайды, шүкіршілік болмайды, потому что ол менің шын қалаған дүнием болған жоқ. Ол тек біреуге көрсету үшін болды ма, может быть, өзім бір самооценка көтеру үшін болды ма, сондай болуы мүмкін да. Машалла. Ал енді тағы бір сұрақ, жалпы дұға жасаймыз ғой біз, Алла тағаладан дұға етіп сұраймыз да. Ең бір әдемі бір сәт бар ма сіздер үшін? Дұға жасаған кезде бір жаңа айтып жатырсыздар ғой, сырласамыз Алла тағаламен деп ше. Алла тағала бүкіл мұңымды айтамын, диалог деп. Қай сәтте көбінесе? Кез келген бір жағдайда ма? Жаңағыдай намаз, оразаны күтесіздер ма, или қай уақыт? Мысалы, менде ондай бір белгілі бір сәт жоқ екен. Бір арнайы мына уақытта, жұма күні, я болмаса бізде күтеді да, осы нәрсені күтеді. Ондай жоқ екен менде, шыны керек. Мысалы, жұма намазда 1 сағат бар, пайғамбар айтқан уақыт бар ғой, 1 сағат бар, сол уақытта дұғаң қабыл болады деп. Бізде апалар айтады, қай сағат дейді соны. Нақты уақытын айтыңыз. 2 мен 1-дің арасы ма, 3 мен 4-дің арасы ма, 5 мен 6-ның арасы ма дейді да. Осы кешіріп қалдым сол уақыттан деп отырады. Жоқ, ондай бар. Енді дұрыс дұғаның қабыл болатын уақыттар бар, бірақ біздің ықыласымыз егер сәйкес келмейтін болса, ол кезде уақытқа да қарамайды ғой негізінде. Өйткені мен ана кішкентай кезімде, подросток кезімде, қазір енді түсінемін ғой, енді көп күнәлар жасадым, қателіктер жасадым. Соған қарамастан Аллах көп дұғаларын қабыл еткен да. Мен сол кезде түсіндім, Аллах үшін ол уақытпен сенің неңе қарамайды ол. Қабыл ете салады да, болды. Хотя мен ойлаймын, сондай адам дұғасын қалай қабыл етті екен деп ойлап қаламын да. Білгенсі бұзық болып жүрген кезім ғой. Бірақ Құдайдан тілейтінмін сол кезде, мынандай болса екен, бәрін қабыл еткен екен да. Сол кезде мен түсіндім, оны күтуге керек емес ешқандай нені. Кез келген кезде сұрау керек қой. Әр секунд сайын. Кейде, айта ғой. Айтыңызшы. Жоқ, кейде бар ғой осы. Өте көп нәрсені білгенде адамдарға кедергі келтіріп жатады ше. Мысалға бүйтіп қарасаң, көп нәрсені білмей сұраған, жасаған амалдарыңның кейін дұрыс болып жатқанын осындай ұстаздардан, нелерден тыңдайсың да. Сонда біз жүректі тыңдадық ба екен, жүректен шыққан нәрсені жасадық деп ойлаймыз ғой, жасаған екенбіз ғой дейміз да. Ниет. Ал енді жаңағы сияқты уақыты бар, сосын мынандай правиласы бар, мынадан кейін мынаны деген сияқты да. Менікі мысалы любой уақытта отыра қалып жаңағы кейде енді мүмкін дұрыс емес шығар, бірақ кейде болады ғой жаңағы көлікте болып қаласың, жолда келе жатқанда да мысалға алақан жайып отырмасам да мен ішімнен кәдімгідей бір сырласып жатқан сияқты дұға немді айтып келе жатамын да. Жолда келе аузым бос отырмасын деген сияқты ешкіммен әңгіме айтуға. Мысалға үйде отырған кезде де бүйтіп дұға қыла бер, уақыт жоқ екен менде бүйтіп қарасаңшы. Жаңағыдай тура ана уақыт, тура мынандай деген ережем жоқ екен. Ондай жерде. Мысалға, мен жаңа бір оқиғам есіме түсіп кетті, осын бір айтам дедім ғой, менің подкасттың басында. Құран жаттап біткеннен кейін тәжкеу рәсім болады ғой. Барлық жерде сондай болады да. Мен ол бір айтқам, Құранда, Египетте Құран жаттап біттім да. Сол кезде мен Алла тағала алдын ала нәзір берген, жаңағы бір уәде беру ол нәзір деген. Аллахым, егер де Құран жаттауды аяқтасам, мен шүкір намазын оқимын деп айтқам. Сол намаз ең соңғы сүрелерін тапсырып жатырмын ұстазға. Ол керемет сезім, иншалла сезінуді Алла тағала нәсіп етсін. Соңғы Ықылас сүресін, Фәлақ, Нәс сүрелерін оқып болдым. Сосын ұстаз құттықтап, жаңа айтып жатыр, сен Құран жаттадың, қари болдың, сен шын жүректен құттықтаймын деп, мен жылап жатырмын. Содан 2 ракат намаз оқып келген ұстаз дедім, өйткені уәдемді орындамай өліп кетуден қорқамын ше. Алла тағала негізі бір нәрсеге уәде беріп, Аллахым, егер маған осыны істесең, мен былай істеймін деген нәзір деген нәрсе бар да, бірақ одан өте сақ болу керек та адам. Өйткені Аллаға уәде беріп тұр адам. Аллаға уәде бергеннен кейін оны негізі бірден адам өзі істеп тастау керек екен да. Тіпті Құран жаттап бітпей жатып та уәде берген соны орындау керек екен. Аллахым, бала жазылса мен мысалы $1000 садақа берем деді ма, бала жазылмай жатып та садақа бере беру керек. Өйткені Алла тағала орындайды оны да. Содан мен шүкір намазын оқып алдым да, сосын
ұстаз айтты, қандай да енді арманың жоқ шығар деді да. Сосын иә ұстаз, арманым жоқ қой, маған андай бір арман болатын тағы бір арманым бар еді. Қандай дедім, деді жаңағы тәж кию рәсімі күшті өткен армандаған. Қыз жоқ жылтырап корона тұру керек қой қасында. Содан анау ұстазға айтып жатырмын ғой, армандағаным қатты, бірақ біз саған ондай нәрсе жасап бере алмаймыз деді. Өйткені мен барып отырып жаттарым, тек ұстаз мен ғана бар, болды, ол жерде церемония жасайтындай Египетте ондай мүмкіндік жоқ. Бірақ менің ішімде сол арман тұрды да. Сосын мен дұға етіп жатырмын, Аллахым, мен бұны ешқашан саған дұға етіп сұрамағанмын сен өзіңнен. Бірақ мен білемін, сен оның арманы менің жүрегім, дұғамда тұрған, сен білесің, оны көріп тұрсың. Міндетті түрде орындалатынын білем, бірақ қашан орындалады, мен саған өзіңе тапсырдым. Әдемі болып қабыл болсыншы деп дұға еттім сол кезде. Бірақ мен Раббым обязательно тәж киюім керек. Қиямет күні иншалла тәж киетін шығармын, бірақ осы өмірде мен міндетті түрде тәж киюім керек, Раббым, пожалуйста деп дұға етіп жатырмын ғой, өтініш деп. Содан қасымда енді Құран бітіргеннен кейін ата-анам да ол кезде шын керек, мен туысқандарым көбі түсінген жоқ Құран бітіргенімді. Египеттен барды да араб тілін оқып келді деп түсіндім. Бір жағынан ол менің нәпсімді сындырып отырды да. Иә. Келген кезде, өйткені Құран жаттап келгеннен кейін жаңағы бәрі содан арадан бір 5-6 жыл өтті, мен қари болғым келеді кітабын жаздым, и бір қызды Құран жаттап, ол толық қари болды. Содан Риксіз қонақ үйінде біз үлкен ашылуын жасап мәрзәсір болдық. Күшті болды, бәрі аппақ киініп. Иә, аппақ киініп, жаңа қыз соңғы Құранның сүрелерін оқыды, оған мен тәж кигіздім. Ішімде жылағым келіп тұр ғой. Қандай бақыттысың. Оның мамасы да отыр, папасы неғып кеткен біледі барлығын. Бүкіл құрбылары отыр, барлығы. Енді мен армандайтын коронация болып жатыр ана жерде. Содан мен ішімнен бүйтіп тұрмын да, негізінен қызығып тұрмын да жаңа қызға. Сөйтіп бір уақытта Гүлзат ұстаз шықты да, Малика, негізі сен армандаған едің ғой, біз саған да мен осы жерде саған тәж кигізейін деп жатырмыз. Мен Гүлзат ұстаз менің бірінші Құран үйреткен ұстазым да. Сөйтіп шәкірттерім ұйымдастырып жатыр, сен де тәж кию рәсіміңді осы жерде өткіземіз деп. Мен ана жерде Алладан ұялғанымды айта алмаймын. Сонда ұялдым. Бетің жоқ екен, Малика, деп düşününce. Қалай ұялмайсың? Жаңағы енді мен ойлаймын да, сол кезде менің өмірлік маған сабақ болды. Дұға жасаған кезде асықпау керек екен. Қашан болады? Уже уақыт өтіп бара жатыр ғой, Аллахым, мысалы, уже мен 30 жасын асып кеттім, бұл 30 жасқа дейін болу керек. Мен уже 3-ші балам туып жатырмын, бұл 1-ші балада болу керек деген сияқты. Ондай нәрсе емес екен ше. Сол асыққан кезде Алла Тағаладан ұялып қалатын сияқтымыз біз дұғада. Өйткені Алла Тағаландай әдемі дұға қабыл етеді да, и сол көркем түрде қабыл болған кезде адамда бір енді қатты ұят пайда болатын сияқты. Ондай сәт түсерде болған жоқ па? Болған шығар енді дәл естеріңізге түсіп жоқ па? Ұят деген ең мықты сезім ғой. Мен Алладан көп сұрайтын дұғада ұят. Өйткені мен өте андай свободный болып өстім ғой. Маған ұят қатты керек. Өзім қатты Аллахтан көп сұраймын ұят. Енді дұғаға байланысты бір тоже есіме түсті да. Осы 5-ші балам аяғым ауыр кезде болады ғой, қатты үшін үлкен болған кезде бір қысылатын кезде. Қауат әйелдер түсінеді ғой, қысыласың ғой иногда, мына жерің қысылып тұрады, бір сондай. Офистан шықтық та, қасында бір адамдар бар. Біздің үйге барып, мен үйден оларға бір зат беріп жіберу керек болдым да. И біз офистан именно не кезде шыққан екенбіз, пробка кезінде. Енді шықтық, именно пробкаға түсіп қалдық. 5 минут жүретін жерде уже 55 минут тұрмыз да, 5-ақ минуттық жерде, мынау тұрған жерде. Үйге 25 минутта барамыз, соң кезде бір 3 сағат баратын шығармын деп тұрмын өзім ойымша. Ана машина отырып такси шақырғанбыз ғой, мен Яндекспен жүремін ғой ол кезде. Отырдық та, ана такси бар емес па, арқасы бар емес па, отыратын креслосы бүйтіп қалғанда, мен отыра алмаймын да, отырсам, ішім былай, и алдындағысы былай тұр да, қасында адамдар арты жоқ, и алдымнан былай тұр, артын, и мен демаламай жатырмын, ішім үлкен, и мне плохо, физически, до того плохо, жылағым келіп жатыр, ана жерде қасында адамдар қайтып жылайсың. Негізі қабат әйелдер түсінеді мен қазір. И анау қысылып жатырмын ғой, жүрегімде қысылып жатыр, ішімде бәр жерім қысылып жатыр да. Бірақ біз пробкаде Есентайдың қасында бар емес пе, анау бүйтіп не деп айтады? Астан түсетін туннель бар ғой. Сол жақта тұрмыз да, 55 минут тұрмыз да туннельде, қысылып жатырмын, и так қап-қараңғы ана жер. И жылағым келіп жатыр да, бірақ қайтып айналарға жылайсың. Кезде жылай беруге болады ғой. Неудобно. До того тапып бармын, жыламаймын ғой кезде деші. Тұрмын да. И бір кезде Аллахтан дұға тілейін десем, маған көмектесіп. Мен қарасаңшы, ойымда тау шектеулімін да, біз Алланы шектейміз.
мен ойлап жатырмын, мен мына жерде чтобы мне стало легче, мен шығып басқа машинаға отыруым керекпін. Мен қалай такси шақырамын ана жерге? Қалай мен туннельге такси шақырамын ба? Мысалы басқа машинаға отырып, или түсім да қазір біреудің машинасына отыра саламын ба? И мен айттым да, бұл шешілетін не емес деп тұрмын ғой. И даже тоқата тілеп жатқан жоқ, өйткені мен сондай шешім қабылдадым. Бұл шешілмейтін сұрақ. Сөйтеміз ғой біз. Біз шектеп тастаймыз Алланы мысалы. Аллах маған может быть жеңілдік бере салатын еді, білмеймін, машина кең болып қалатын еді, білмеймін ғой. Бірақ ол нереально. Даже дұға тілеуге де керек емес деймін, ол нереально нәрсе деп тұрмын ғой. Бір кезде ана әйелге айттым, жатсам бола ма дедім де, сәл ары отырыңызшы дедім де, ол ары отырып, конечно, жатқан едім, одан бетер қысылып қаламын ғой. И одан да хуже становится мне. Сөйтіп бір кезде жатырмын да. И уже сол кезде даже дұға тілеген жоқ. Ля хауля ва ля қуата илля биллах. И тоқтамай соны айтып жатырмын да. Аллахым, все уже не могу да, даже сұрап жатқан жоқпын, бірақ ішінен көмектес деп просто соны тоқтамай айтып жатырмын да. Бір кезде сәл машинадан бетіп шықты, Аль-Фарабиға қарай шықты, и күйеуім звондап қалды. А күйеуім ол уақытта всегда үйде. Никогда күйеуім бұндай уақытта бір жерде болмайды, өзінің правиласы бар, ол үйде болады осы уақытта. И мен ойлап жатырмын, звондап жатыр, сен маған чай бермедің деп қазір ұрсады деймін да. Блин, қазір еще ұрсады деп тұрмын ғой өзім. Ол ұрсады точно жылаймын қазір. И телефонды алсам, қайдасың дейді. Я говорю, ты не поверишь, осы неде Аль-Фарабида тұрып қалдық деймін да. И мне говорю, так плохо. Он говорит, қай жерінде тұрсың? И сөйлесіп жатсам, қасымыздан бір звук өтті да, телефоннан, и оның неден естіліп жатыр, телефоннан и сырттан. Я говорю, сен Аль-Фарабидасың? Он говорит, я. Қай жер осында деймін. Да ладно деймін да. Машина қай жер? Он қазір мен тұрамын, говорит, сендер артта келе жатсыңдар, значит, осы жерде тұрамын, сен тұр да, мен машинама отырамын да, сен ана адамдар өздері бара берсін, сен менімен барасың. Хорошо дедім ғой, представляете, да, немножко отъехали. Күйеуім күтіп тұрды, а күйеуім машинасы үлкен да. Ана таксиден түстінде жүгіріп машинасы отырды да, сразу нені сиденен до конца жатқызды да, аяқ қолыммен бүйтем ғой. Не деген рахат мынау деп сөйтсем, күйеуім не болды саған дейді. Я говорю, ты не поверишь. Аллах менің дұғама сен арқылы жауап берді, қазір маған жауап берді деп қатты бақытты болдым да сол кезде. Былай қарасаң, енді бір болмайтын нәрсе сияқты да, бірақ мен үшін ол өте үлкен бақыт болды. Даже до того тілеген де жоқпын ғой деймін да. Өйткені менің ойымша ол шешілетін сұрақ емес. Қалай шешеді Аллах оны? Басқа такси келе салады ма? Ол келмейді такси, мен жарты сағат далада күтіп тұрмаймын ғой. Туннель ашып кете ма? Иә, болмаса ол өтірік нәрсе ғой деп тұрмын да. До того Аллахты шектеп тұрмын да, астағфирулла. Сол кезде дұға тілейтін кезде ешқашан да Аллахтың жұмысына кірісуге болмайды. Тілейміз, маған қиын, жеңілдігін берші, осыны шешіп бер. Қалай шешіп береді, кім арқылы оны Аллах өзі біледі да. Өзіміз соны кірісіп кетеміз ғой. Иә, Аллахқа деген шүкіршілікпен, рахметпен, сондай бір жағдайлар көп болған негізі мен ойымша әр адам басында. Ана ұялып қалу дегенде есіме түсіп жатыр да. Бұрын мен всегда айтамын, енді жаңағы намазға келдім деп айтпаймын, енді намазды мен сонау білмеймін, енді бір 20 жылға болып қапты мен оқып жүргеніме да. Сонда ана өзімді таныған кезде мен шынымен не оқып жүргенімді соның бәрін түсіндім ғой. Жаңағы сонда өзімді танып осы психология арқылы келіп мен діннің бәрін түсініп жатырмыз ғой. Сонда сол неге келген кезде мен жаңағы бай, сөз деген нәрсе, мен баймын деген нәрсені оқып алғам ғой. Сол нәрсені мен баймын деген нәрсені айтамын. Қалай мен баймын, түк ақшам жоқ, қалай мен баймын, да, мен миым жетпейді. Сонда бар ғой, соны айта бергенде кәдімгідей бір адамның бір түп санаңа ма бір жерге жетон түсетін сияқты да, тық деп, сосын барады да іске қосылады да, и сенің бүкіл мына байлығыңды көрсетеді. Ол сенің дені сау балаларың, мысалға да, ол сенің өзіңнің аяқ қолыңның саулығы, ата-анаң бары бүйтіп ше. Сол кезде соның бәрін көрген кезде мен действительно ұялдым да. Мен осы күнге дейін Құдайға не жаздым, мен нақ бұндай болды, нақ мен өмірім осындай болды деген сияқты ше. Неге бүйтті, неге анау сөйтіп кетті деп бәрін кінәлап, менен басқаның бәрі кінәлі, мен жертва отырмын да, байқұс жалғыз өз құрбан болып. Сонда мен сол нәрсені жаңағы сөзімді түзеу арқылы менің денім сау, мен әдемімін, сондай нәрселерді былай айтып жасау арқылы Құдай мен сондай жақсы неғып жаратып қойған, елдің бәрі мені жақсы көреді, сөйтіп айтқан кезде соны ашейін кішкене ғана соның рөлі жұмыс істеп бастады. Мен сол кезде барып шынымен жылап ұялған кезім сонда болды да. Жаңа ойбай Құдай, сен қаншама байлықты маған, анау $1,000,000 бар адамға бермеген байлықты маған беріп қойыпсың да, сен еще мен соны түк көрмегенмін ғой, соқыр болып келгенмін ғой деп ше. Ақшамен өлшеп қойғанбыз да. Сондықтан көп ақша сұрайтын, көп ақша қалайтын кісілер бірінші осы байлықты шын сезіну керек. Да, көреді адамдар не екеніңді, бірақ сезіну деген бір бөлек та. Вот соны жүректен сезініп, көзіңнен ағыл тегіл өзінен жас шығып, кәдімгідейші мен бүйттім деп бір нәрсе сұрауға ұялып қалатындай жағдайда болып қаласың, ары қарай аузыңды ашуға. Вот сол нәрсені бастан өткізу керек та. Сондықтан
барша адам өзін өзі танысын деймін. иә, негізі дұға қабыл болу үшін, дұғасына тезірек жауап алу үшін адам шүкір болу керек екен адамға, ше. Қанша көп шүкір етеді, ол адамға сонша көп беріле береді да. Ал шүкір етпей ма, ол адам қанша Алла тағала берсе де, как будто Алла тағала одан алып отқан сияқты сезім болады екен. Мысалға, мен әлі есімнен кетпейді, менің бір апайым болды да, ол кісі склероз болып ауыратын. Өйткені 4 баласынан ба 3 баласынан айырылған. Содан әр баласынан айырылған сайын адам денсаулығы, психикасы кете бастайды ғой. Содан ол кісі маған келеді да, мен сізден Құран үйренуге келдім дейді. Бірақ мен склероз ауырам, менің миымда ештеңе тұрмайды деді. Мен қазір не айтып жатқанымды ұмытып қалдым сәл кейін. Маған Құран үйретесіз бе деді. Сосын жақсы апа үйретейін деймін да, бірақ енді қайдағыдай Алла тағалаға дұға еттім. Я Раббым, мына алдыма келіп, мысалы сіздер деді, пациент жаңа не келсе, консультат алуға, міндетті түрде оған дұға тілейсіздер негізі. Ол іште болады, өйткені анау жүрегін ашады ғой ана жаңағыдан. Сонда дұға етіп жатырмын. Раббым Алла, осы кісіге Құранды үйреткенше маған күш қуат бер. Мен үйретуші мен емеспін, сен маған күш қуат бересің деп. Содан сенесіздер ме, әріп үйретем, ұмыт қалады. Қазір әлиф дейді, әлиф, бір 5 минуттан кейін, мына қандай әріп десем, бүйтіп қараған кезде мен көзіме жас толып қалатын. Сол кезде Алланың қалауымен ол кісімен біз 1 жылдай Құран үйрендік. Тоқтатпай Құран үйрене бердік. 1 жыл дегенде ол кісі әріптерді жаттап, Құранды ежіктеп оқыды. Мысалға, Құран үйренгім келеді деп дұға етіп жатқан қыздар бар ғой. 1 айда түсе алмадым, Құран дұғам қабыл болмай жатыр деп ойлайды да. Ал адамдар бар да, Құранды оқу үшін 1 жыл, 5 жыл, 10 жыл уақытын кетірген. Просто әшейін Құранның бетін ашып оқу үшін. Сол кезде мен ол кісіге айтатынмын, апа, әр Құран үйренген кезде сіз оны ұмыт қалсаңыз да шүкір етіңізші. Ұмыт қаласыз, бірақ сіз оны оқыдыңыз ғой, оқығаныңыз сауап беріледі, соған шүкір етіңізші деп. Есімде жоқ қой қай әріп үйренгенім дейді, жоқ шүкір. Содан шүкір деп, үнемі шүкір намазын оқитын, дұға ететін. Содан 1 жылдан кейін ол кісі Құранды үйренді. Сенесіздер ме, Алланың Құранға беріп қойған мұғжизасы қазір айтып жатқан сөзді ұмытып қалады, бірақ Құранды ағарып тұрып ұмытпайды. Ой, машалла. Құранды оқып жатыр да. Бірақ нешеде кел дедіңіз жаңа дейді, 5-те келесіз. Деп тұрады да, қайтадан Құран оқып береді. Нешеде деп айттыңыз дейді, 5-те деп. Тура бірінші сұрағанда, апа 5-те деп. Қайтадан сөйтіп оқиды. Бірақ мен қатты Раббымнан сол кезде жаңа ол кісі маған өте үлкен өмірімде инсайт болды. Демек, біз дұға еткенде тоқтатпауымыз керек. Біріншіден, екіншіден сабырмен күту керек екен. Және үшіншіден, шүкір ете беру керек. Ал ғалымдар айтады екен, шынайы шүкір болады адамда, егер ол адам сол нәрсенің бастамасын білсе. Мысалға, басында егер сізге Алла тағала перзент берсе, осы бала кішкентай эмбрион еді. Одан кейін оны өсірді, дамытты, құрсағыма салды, ішінде ағзалары дамыды, одан туылды. Соның барлығын адам ойласа, түпкі жағын, сізге келгенге дейін қандай этаптардан өткен адамда шынайы шүкір болады екен сол кезде. Иә, конечно. Сол үшін басынан бастап солай ойлау керек екен да. Негізі өзімдікін айтып кеттім. Бірақ оқырмандарға бір не болсын деген мақсатта ғой, иншалла. Өте күшті. Рахмет, Алла разы болсын. Подкасттың соңында оқырмандарға бір дұға жасап жүрсек, әрқайсымыз жүректен өзімізге не тілегенді оқырмандарға соны тілейміз ғой. Сол арқылы біліп алайын деп тұрмын да, не тілейтінімізді. Иншалла бір-бірден иншалла дұға етіп жүрсек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала не берсе де хайырлы етіп берсін, берген берекесімен берсін, өсіріп отырған ұрпақтарымызды ілімді, білімді, салихалы, саналы ұрпақтардан қылсын. Амин, амин. Аллах әрдайым жүректеріңіздегі дерттерді, чтобы Аллах исцелил сердце каждого человека, наполнил счастьем, любовью, милосердием, чтобы все дуа были приняты самым наилучшим, красивым образом, и чтобы Аллах даровал каждому человеку очень-очень благой нрав. Амин. Алла тағалам жүректеріміздегі барлық білімсіздіктен арылсын. Алла тағала мол білім берсін. Алла тағала шынайы иман байлығын нәсіп етсін. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды күн сайын түсімізде көріп отыратындай нығмет нәсіп етсін. Аллаху акбар. Құрметті қыз-келіншектер, осымен біз подкастты аяқтаймыз. Енді сіздерге өте пайдалы болды деп үміттенеміз. Біздің бар ниетіміз сіздерге Алла разылығы үшін жақсы білім, енді шамамыз келгенше білім беру.
алла нәсіп етсе осы теңдессіз дұға деген кітаптың ішінде жаңағы айтылған дұғалардың барлығы болады. Біз оның барлығын сіздерге көрсетеміз, эфирде де шығарамыз. Ең бастысы қандай жағдай болмасын, алла тағаладан ғана жәрдем тілеп, алладан жақсылық тілеп, үнемі тек қана жаңағы қонақтарымыз айтқандай жақсы ойлап, жақсы дұға етіп жүруді алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Келесі кездескенше сау аман болыңыздар. Амин.